Болжау арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге алдыдағы келе жатқан аптаға әр жұлдыз белгісіне арнайы болжау түсіремін. Тоқты жұлдызындағы көрермендеріме маусым айының 23 мен 29 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай, табыс көзіне қалыпты жағдайдан артығырақ мән беретін күйде боласыз. Қолға алған істің барлығын сапалы атқаратын, қолыңызға біраз кіріс келуі мүмкін. Елмен араласқанда сондай арақатынасты жақсы деңгейде сақтап қалуға басымдылық беретін күйде боласыз. Елдің көңіліне қарайтын, сондай бір шын ойыңызды ортаға салудан енді елдің көңілімен санасатын күйде боласыз. Күнделікті бір шаруаларды реттейтін, үлкен бір өзгерістер жоқ, сондай үйреншікті бір істеріңізге көңіл бөлетін күйде боласыз. Кейде бір өте көп кішігірім шаруаларға күш саласыз. Көп мән беруді талап ететін. Аптаның басында үймен байланысты шаруаларға көңіл бөлесіз. Талаптарды орындауға бір тәртіппен жүруге, елдің алдындағы бір енді туғандарыңыз, өзіңізге беделі бар бір атаңыз, әкеңіз, ағаңыздың алдындағы талаптарды орындау керек болады. Бір тапсырыстарды, кейде үймен байланысты құжаттарды реттеуге көңіл бөлесіз. Бір заң орындарына баратын, туғандарға қатысты жауапкершілік алатын, үйдің ішіндегі бір затқа, сол жақындарыңызға қатысты, немесе үйдің өзіне қатысты бір жауапкершілік аласыз мойныңызға. Немесе сол арқалап жүрген жауапкершілікпен байланысты үйге қатысты бір шаруаларды шешесіз. Кейде өзіңіз сондай жақындарыңыздың арасында, немесе өз үйіңізге қатысты бір билікті қолға алып, барлығын бір бақылауда ұстайтын, басқаратын шаруаға қатысатын күйде боласыз. Алыстан бір ер адам келуі мүмкін, туғандарыңыз, немесе өзіңіз сондай ер адамның үйіне қонаққа баратын жағдай болады. Жақын адам, туысқан адам, немесе сол адамға қатысты жаңалық естейсіз. Аптаның ортасында бір шектеулерге бола, заң орындарына жүгінуіңіз мүмкін. Бір құжаттарды реттеу керек болады, талаптарды орындау керек болады, шектеулерге бола. Кейде бір өзіңіздің ішкі қорқыныштарыңызға, сенімсіздігіңізге, күдігіңізге бола, сондай бір назал күй пайда болуы мүмкін. Бір талаптарды орындау керек болады. Біреудің алдында, заңның алдында, үкіметтің алдында. Өте бір нақты шешімдер қабылдау керек болады. Кейде пікір таласқа жол беруіңіз мүмкін. Сол бір талаптарыңызға, өзіңіздің қаталдығыңызға бола, жан-жағыңыздың көңілімен санаспайтын күй пайда болуы мүмкін. Немесе бір өзіңізді уайымдатқан шаруада көбінесе ер адамның көмегіне жүгінесіз. Өз ісіне маман адамның. Ол дәрігер болуы мүмкін, енді жоспарда болса. Немесе басқа бір үйдің шаруасына, немесе жұмыс орныңыздағы шаруаны шешіп беретін, өз ісіне маман адамның көмегіне жүгінесіз. Кейде сол құжаттармен байланысты көбінесе бір шектеулер, қандай да бір кедергілер болса, соны шешуге көңіл бөлетін жағдай болады. Аптаның соңында 3 проблеманы шешу керек болады. Бір жағдайға көзіңіз ашылғанына бола, басқа жағынан көргеніңізге бола, мәліметтер жинайтын, соны шешудің жолдарын іздестіретін, елден сұрастыратын күйде боласыз. Бір сын көзқарастан өткізетін күйде боласыз. Біреудің сыртынан кейде сол әңгімеге жол беруіңіз мүмкін, талқылауға. Бір осы апта барысы тоқтыларымда сол көбінесе сезімнен гөрі санамен ойланатын күйде боласыздар. Есепке көбірек мән беретін, проблемаларды шешуге, ойдан іске қарай көшетін.
кеңес аптаға деген. Осы апта барысында төзімділікке, сабырлыққа басымдылық беруге шақырады. Күтуге қажет болса, уақыт беруге, өзіңізге де, өзгеге де, жағдайға да, сол бір асығыстыққа жол бермеуге. Әр қадамыңызды бір проблемалардың шешімін есептеп, жан жақты көріп, түсініп алып қана шешімдер қабылдауға, қадамдар жасауға, таңдау жасауға. Ненің маңызды, ненің екінші орында екенін өзіңізге шешіп алуға шақырады. Қажет болса бір кепілдік өзіңізге дайындап алуға. Нақты бір өзіңізге маңызы бар, мазалаған шаруаларда. Тоқтыларым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Торпақ жұлдызындағы көрермендеріме маусым айының 23 мен 29 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай күтуге тура келеді. Кейде бір қыдырып, көше аралауға, жолға шығатын жағдай болады. Бір енді өзіңіздің жоспарыңыз бойынша. Күш салған, уақыт жұмсаған, шығын шығарған жағдайда күтуге, нәтижені күтуге, жауапты күтуге, сәлемдеме күтуге, хат хабар күтуге тура келетін жағдай болады әркімде әртүрлі. Аптаның басында елмен араласқан жерде өзіңізді өте сондай биік деңгейде сезінетін күйде боласыз. Кейде жоспар бойынша алыс жолға шығатын, немесе жоспар бойынша сауда жасау керек жағдай болады. Бизнеспен байланысты, елмен таныстық, араласатын, өзіңізге бір жаңа серіктестер табатын, кездесулерге қатысатын жағдай болады. Бір бизнес тренинг немесе сондай бір ғаламтор арқылы онлайн кездесу, талқылау. Шетелмен бір келісім шарттарға отыратын, шетелмен хабарласатын, сол жақтағы бір серіктестеріңізбен жаңа кейде серіктестер пайда болады. Жаңа бизнеспен байланысты бір басқа қалаға кейде жолға шығу керек болады. Бір әйел адамды жолдан күтіп алатын жағдай болады кейде. Өзіңізді өте қобалжытқан бір шаруада күту керек болады, сол аптаға әсер беретін жағдай. Аптаның ортасында денсаулығыңыз жақсарады. Анаңызбен кездесу, немесе өзіңізге бір жақсы әсер беретін әйел адам, қолдау көрсететін әйел адаммен кездесу, жан-жарыңыз болуы мүмкін. Немесе жаңа бір таныстық сондай. Кейде бір өзіңізге ұнамайтын әйел адаммен кездесіп, бірақ содан өзіңізге бір қажет қолдауға ие боласыз. Тоқтап тұрған бір істеріңіз өз жолымен алдыға қарай жылжитын. Өзіңіздің әдемілігіңізге, үйіңіздің әдемілігіне көңіл бөлуге, сондай бір қажет заттар алуға, безендіруге, өзіңізге күтім көрсетуге мүмкіндік болады. Сондай бір жолыңыз болатын, өзіңізді қуандыратын бір жағдай болады кейде. Екі әйел адам қонаққа келуі мүмкін кейде. Одан кейін бір жағдайдан өзіңізге ұнайтын жолмен шығасыз. Биік деңгейде, өзіңізге сенімді күйде. Кейде өзіңізге сеніміңіз артады. Нақты бір шаруада. Бір басында ұнамаған әйел адаммен араласу барысында сондай жақсы бір әсерде қаласыз кейде. Бір үйге қатысты, немесе бір әйел адамның жағдайына, өзіңізге қымбат жанның жағдайына қатысты шаруаны бір жағына шығару керек, немесе бір жауапкершілік алу керек, бір қадам жасау керек жағдай болады. Сондай өзіне өте сенімді әйел адаммен араласатын көбіне бір жағдай. Аптаның соңында егер сотпен байланысты бір шаруа болған болса, әділдік іздестірген, арызданған бір жағдайлар. Сондай жағдайда жақсы бір шешімге ие боласыз, нәтижеге. Қолыңызға біраз кіріс келеді. Үкімет орнынан, заң орнынан әркімде әртүрлі, банктен кейде. Сондай ақшамен байланысты бір құжаттарды реттейтін күйде боласыз. Бір әділдікке ие боласыз кейде. Өзіңіздің бір білімге қатысты сондай үкімет орындарына, заң орындарына барып, бір құжаттарыңызды реттейтін жағдай болады. Сондай бір соттың шешіміне ие болатын. Сондай бір мекемелерден хат хабар алатын. Кейде кезінде жасаған таңдаудың арқасында бір қолыңызға мүмкіндік келеді.
біреуге жасаған жақсылығыңыз қайтуы мүмкін. Кейде білім таңдау керек болған жағдайда дұрыс баға беретін кейде боласыз. Бар қалпында көретін жағдайды, өзіңіздің жағдайыңызды бір қиялдың барлығын ысырып, өзіңіз негізі нені қалайтыныңызды түсінетін күйде боласыз кейде. Ол білім көзіне қатысты таңдауда, мамандық таңдауда, немесе сол жұмыс орнын таңдауда, табыс көзін таңдауда, немесе жай ғана бір курс таңдаған болсаңыз, таңдастырған өзіңізге, курстарға қатысу, сол жағдайды бар қалпында көретін күйде боласыз. Дұрыс баға беретін, кеңес беретін, өзіңіз бір кеңеске жүгінетін, нақты бір мамандардың көмегіне. Кеңес аптаға деген. Осы аптаға уайымдамауға шақырады, уайымға салынбауға, бір жағдайдың жаман жақтарын ғана көруге деген басымдылық бермеуге шақырады. Әркімде енді әртүрлі жағдайға қатысты өзіңізге маңызы бар. Қолыңыздағы барға мән беруге шақырады. Жақсылыққа, бойыңыздағы, қолыңыздағы жағдайыңызға, жақсы жақтарға. Және өзіңіздің бір сол кедергілерден, қиындықтардан, өзіңізге ұнамайтын жағдайлардан, өмірдегі, әркімнің өмірінде болатын жағдайлардан өзіңізге пайдасын көруге, соның әр ұнамайтын жағдайдың да жақсы жақтарын, өзіңізге пайдасын, өзіңізге пайдалануға шақырады. Әр жағдайдың бір пайдасы бар екенін еске салады. Ұрпақтарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Егіздер жұлдызындағы көрермендермен маусым айының 23 мен 29 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Аптаға әсер беретін жағдай. Бірнеше арман, қалау бір уақытта соны жүзеге асқанын қалайтын күйде боласыз. Кейде бір баламен байланысты шаруаға көңіл бөлесіз. Өзіңіздің балаңыз, бауырыңыз, ініңіз. Кейде бір мейрам, той тойлайтын жағдай болады. Сондай бір кешкі кездесулерге баратын. Жүктілікпен байланысты жаңалық естисіз. Енді басқа адамдарға қатысты болуы мүмкін. Кейде кішігірім бір армандарыңыз жүзеге асады. Өзіңізге ұнайтын бір жаңалықтар естисіз. Кейде бір өзіңізді сондай қуаттандыратын бір қызығушылық пайда болады. Кейде бір сондай көңілді жас ер бала немесе бойжеткенмен араласу керек болады. Таныстық болуы мүмкін. Немесе сол өзіңіздің бір туғандарыңыз болуы мүмкін. Кездесу. Қонаққа келетін жағдай болады солар. Бірге солармен бір шаруаны реттеу керек болады. Бір өте көңілді адаммен кездесу болады кейде. Телефон арқылы хабарласу. Творчестволық бір шаруаларға күш саласыз, көңіл бөлесіз. Кейде енді басы осы егіздерімде махаббатпен байланысты кездесулер, жаңа қызығушылықтар, жаңа таныстықтар пайда болады. Өзіңізді қуандыратын бір жаңалық естисіз көбінекей. Эмоцияны, бір эмоцияңызды көтеріңкі көңіл күйде ұстайтын. Кейде бір тоймен байланысты шақыруға ие болуыңыз мүмкін. Біреуден шақыру аласыз. Аптаның басында жаңағы сол аптаға әсер беретін жағдай болуы мүмкін. Той тойлайтын, балалармен байланысты бір қуанышты жағдай. Бір шаруада жолыңыз болады, жеңіске жетесіз. Кейде бір жаңа іс бастайсыз, жаңа шаруаны қолға аласыз, жаңа табыс көзін. Немесе өзіңіздің айналысып жүрген ісіңізде сол ісіңіз алға қарай өрлейді. Кейде бір актерлық өзіңіздің қасиетіңізді пайдаланасыз, іске қосасыз. Кейде бойыңыздағы күшіңіз артады. Бір өміріңізден сондай рахат алатын күйде боласыз. Өзіңізге демалыс беретін. Енді кейбір кездерім отпускаға жолға шығуларыңыз мүмкін, қыдыратын жағдай. Өзіңізге бір көңіл аударуға деген, көңіл бөлуге деген мүмкіндік болады. Өзіңізге бір қуанышты кездесулер, бір құттықтаулар, сыйлықтар, кейде бір армандарыңыз сол орындалатын жағдай болады. Бір істің, проблеманың бет ашылады. Бір жағдайды анықтап алуға мүмкіндік келеді кейде. Бір мақсатқа қол жеткізетін немесе жеңіске ие болатын сол.
тағы да сол баламен байланысты бір жақсы жаңалық болатын, өзіңізге бір өзіңізді көрсетуге мүмкіндік келеді кейде. Біреулерден құттықтау көбінесе алатын жағдай болады. Енді осы ай егіздерімнің туған күндері ғой деймін, не? Соған қатысты болуы да мүмкін. Кейде бір жауапты іске көңіл бөлесіз. Бір өзіңізге бір жауапкершілік алып, алдыңғы қатарда жүретін шаруада бір іске көңіл бөлетін, өте бір жауапты шаруаға. Кейде бір жағдайдың бет ашылғаны бола, сол өзгерістер болады. Жұмыс орында өзіңізге оң өзгеріс, жеке өміріңізде оң өзгеріс, немесе басқа бір өзіңізге маңызы болып күтіп отырған шаруада бір оң өзгеріс, немесе бір қуанышты жаңалық, әркімде әртүрлі енді. Қалай болғанда жолыңыз болатын бір өзгеріс болады, немесе өте сәтті бір жолға шығып келетін жағдай болады. Бір сәттілік болады, қуанышты. Жағдайыңыз жақсы жаққа өзгеретін көбінесе. Аптаның ортасында құжаттарға көңіл бөлесіз. Бір құжаттарды реттеуге, немесе бір өзіңізді мазалаған шаруада сол нақты шешімі ойыңызға келеді. Шешімін табасыз, жолын табасыз. Нақты бір қадамдар арқылы кейде шешесіз. Кейде бір басшыларыңызбен кездесу болады. Өте сондай іскерлікке деген бойыңыздағы қасиетіңіз басым, құштарлығыңыз басым күйде боласыз. Қолға алған істің барлығын соңына дейін жеткізетін, кейде қолға алған бір жобаны жүзеге асыратын, жаңа бір жобаға, жаңа мүмкіндіктерге өзіңізге бір жол беретін, соны ары қарай алып жүруге деген сенімділігіңіз өзіңізде, күшіңіз бойыңызда бір артқан күйде боласыз. Кейде бір жауапкершілік алатын, жағдайды бір жағынан шығаратын, бір істе сол сөзден, ойдан қадамға қарай көшесіз, жауапкершілік алатын қадамға қарай. Бір істі ұйымдастыратын, бір өзіңізге беделі бар адамның сол сізге деген демеу, көмегі арқылы бір алысқа апаратын іске жол саласыз кейде, соны ұйымдастыратын кейде боласыз. Кейде бір енді ғана ойыңызда басталатын, кейін ары қарай бір жемісін көруге, өзіңізге қадамдар жасауға енді ғана бір ой пайда болады ойыңызда. Не істеу керек екені келеді ойыңызға. Егер осыған дейін алдыңғы апталарда өзіңізді мазалап жүрген болса, өз жолыңызды қарастыру, іздестіру, сол аптаның ортасында сол жауабы, шешімі келуі мүмкін. Аптаның соңында бір өте толқыған күйде боласыз. Тағы да бір жаңалық алатын, творчестволық бір қасиетіңіз басым. Сондай творчестволық іспен айналысатын адам болсаңыз, сол шаруаңызда да бір бойыңызда сондай құлшыныс, өзіңізге деген сенім, қызығушылық, сол шаруаға деген күшіңіз бойыңызда тасыған күйде боласыз. Бір жаңа қарқынмен кірісетін, өте сондай бір бақытты, немесе эмоционалды күйде боласыз. Достарыңызбен кездесетін, жақсы бір жаңалықтар еститін, кейде сол көп адаммен араласатын жағдай болады, кейде бір ғаламтор арқылы. Көбінесе өзіңізді қуандыратын бір жағдай, таң қалдыратын бір жаңалық естуіңіз мүмкін кейде. Аптаның соңында сондай-ақ бір елден қарызыңыз қайтады, кезінде біреуге жасаған жақсылығыңыз қайтады. Немесе өзіңіз біреуге қарызыңызды қайтаратын күйде боласыз. Ақшалай, немесе жақсылықпен жақсылыққа, кейде бір зат алмастыратын, айырбастайтын, зат сататын, сауда жасайтын жағдай болады. Бір қажет уақытта керек көмекке ие болатын. Егер бір сондай көмекке мұқтаж болған болсаңыз, қолдауға мұқтаж болсаңыз, жақсы бір жаңалық алатын. Бір тепе-теңдік орнататын, кезінде бір кеткен есеңізді қайтаратын күйде боласыз кейде. Біреуге кеткен. Кеңес аптаға деген өзіңіздің бір негативті эмоцияларыңызды, ыза, өкпеңізді контрольда ұстауға шақырады, бақылауда. Бір өзіңіздің сондай ішкі энергияңызға тепе-теңдік орнатуға, соны жанашырлық, немесе жақсы күйге қарай, жақсы жаққа қарай, енді сондай жолға, жақсы жолға қарай түсіруге шақырады. Жақсы ой, жақсы позитивті күйге қарай өзіңізді, ішкі бір ұстанымдарыңызды. Егіздер, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Шаян жұлдызындағы көрермендеріме маусым айының 23 мен 29 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Бір сырттан көмекке ие боласыз. Бір шаруаны шешуде, бір проблеманы шешуде. Басқа бір адамның көмегі болады сізге деген. Кейде бір өзіңізге ұнамайтын, бірақ ойын бетке айтатын, ойын ашық айтатын. Сыртыңыздан бір пышақ ұрмайтын. Сондай аяқтан шалмайтын адаммен кездесу, араласу болады. Бір кейде өзіңіз сондай күйде боласыз, бір сондай қатал, бірақ шыншыл әйел адаммен кездесу, араласу болуы мүмкін. Есеппен ойланатын, сондай бір сезімнен санаға қарай көшетін күйде боласыз. Осыған дейін бір батылдығыңыз жетпей, өзіңізге деген сенімсіздік жол бермей жүрген шаруаларда бойыңызда күшіңіз артатын, бір өзіңізге сенімді күйде, өте сондай қатал күймен, бір ұятты да, қорқынышты да, күдікті де сырып, алдыға қойған жоспарларыңызға қадамдайтын күйде боласыз. Кейде біреумен арадағы бір түсініспестікті басқа бір адам шешіп береді. Пікірталасты кейде. Бір өзіне маман адамның көмегіне жүгінуіңіз мүмкін. Ақылына, кеңесіне. Кейде өзіңіз біреуге ақыл кеңес беруге тура келеді. Аптаның басында қызығушылық бойыңызда басым болады. Бір өте сондай елді өзіңіздің қалауыңызға қарай көндіретін, елге ұнай алатын қасиетіңіз басым болады. Қызығушылығын оята алатын. Ер шаяндарымның нәзік жандарға деген сондай бойыңыздағы бір қызығушылығыңызды, өзіңізге деген қасиетіңізді, өзіңізге сол нәзік жандардың қызығушылығын арттыра алатын қасиетіңіз артады, басым болады. Нәзік жан шаяндарымда сол ер адамдардың қызығушылығын өзіңізге оята алатын бір бойыңызда қасиетіңіз артады. Қалауыңызға кейде таза емес жолдар арқылы жетуге деген құмарлық, қызығушылық пайда болуы мүмкін. Кейде өзіңізді шектен тыс бір қызықтыратын шаруаға көңіл бөлесіз. Кейде қобалжытатын шаруаға. Астары таза емес бір жолдарға, шаруаларға жол беруіңіз мүмкін, қалауларға. Кейде өзіңіздің бір құмар әдеттеріңізден шаршаған күйде боласыз. Өзіңіз бір шаршаған күйде сезінесіз. Сол бір қалау қажеттеріңізге күш салатын, қолмен күш салатын күйде боласыз. Бір қалауыңызға қол жеткізу үшін, қызығушылығыңызға қол жеткізу үшін. Назалы күймен, қолмен күш салатын күйде боласыз кейде. Бір істе сол нәтижеге жету үшін. Өзіңізді шаршаған күйде сезінетін. Жаңа бір қызығушылық пайда болады кейде. Кейде өзіңіздің денсаулығыңызға көңіл бөлесіз. Бір құмар әдеттеріңізбен күресуге, зиян әдеттеріңізбен. Жауапкершіліктермен байланысты қиындықтардан оңай құтылудың жолдарын қарастырасыз. Немесе бір мүмкіндік келеді сондай. Содан құтылуға. Шектен тыс бір қызығушылық, немесе кейде біреумен пікірталасқа түсуге деген назалы күй, бір шектен тыс сондай қалау пайда болуы мүмкін. Аптаның басында бір 5 минут, жарты сағат. Соған күш салатын күйде, шаршаған күйде сезінесіз. Бір кейде жай ғана үйді тазарту керек болғанына бола, бір шектен тыс сондай күш салатын күйде боласыз. Өзіңізді бір шаршайтын күйге салатын. Жан жағыңызға өзіңізге бір шектен тыс талап қоятын. Кейде бір қу адамдармен, өте сондай таза емес адаммен кездесу мүмкін. Өзіңізді бір қобалжуға салатын. Енді ол жоспарда болса. Көбінесе бір затқа деген қызығушылық пайда болады. Немесе шаруаға деген, кейде бір адамға деген сол. Енді елдің қызығушылығын оята алатын қасиет ол басы бос шаяндарымда артатын көрсетеді. Сондай бір оята алатын қасиет. Кейде өзіңізді көбінесе сол шаршатқан істе, соны қалай шешуге оңай жолын табатын күйде боласыз. Аптаның ортасында күдік мазалайды, таңдау жасау керек болған жағдайда. Сенімсіздік мазалауы мүмкін. Екі ойлы күй. Жоспар құратын, бірақ ойдан, сөзден іске қарай көшкенге сондай асықпайтын күйде боласыз. Сыртынан бақылайтын жағдайдың барысын бақылаумен болатын. Кейде жоспар бойынша сол өзіңізді бір
күдік мазалаған жағдайда, таңдау жасау керек болған жағдайда жолға шығасыз. Жоспар бойынша шаруаларды реттеуге күш саласыз. Аптаның соңында бір жағдаймен қоштасасыз, соңына келген жағдаймен. Бір ескіні аяқтайсыз. Олжаға ие боласыз. Бір іске қош айтысып, сыйлыққа ие болатын. Салған күшіңіздің сол қайтарымына ие болатын. Өтемақы, төлемақыларға ие болатын. Бір кіріске ие болатын күйде боласыз. Кейде бір үлкен олжаға ие болуыңыз мүмкін. Өзіңізге ұнайтын сыйлыққа. Бір жағдайда аяқтағаныңызға бола, қолға алған бір істі, тапсырысты, шаруаны. Кейде үйді сатумен байланысты, жер сатумен байланысты, енді әркімде әртүрлі бар. Зат сатумен байланысты шаруада сол қолыңызға бір ақша, кіріс келеді. Өзіңізді бір материалды тәуелсіз күйде сезінуіңіз мүмкін. Сол атқарған ісіңізден өзіңізді бір рахат сезім күйде сезінетін. Өзіңізге сеніміңіз артатын. Кейде жалғыздықта бір демалыс өзіңізге беретін күйде боласыз. Кейде үйде отырып бір кіріске ие болатын, немесе қосымша бір табыс көзін қолға алатын, немесе өзіңізді бір сондай комфортный күйде сезінетін жағдай болады. Кейбір жайындар бір санатория, сондай демалыс орындарына барып уақыт өткізетін мүмкіндік болады. Бір елмен араласудан өзіңізге тыныштық беретін, демалыс беретін, бір жалғыздықты жаныңыз қалайтын, жалғыз уақыт өткізу керек. Соны күйіңіз, ішкі күйіңіз, көңіл күйіңіз талап ететін жағдай болады. Кейде зейнеткерлікке шығатын жағдай болады, енді сондай жоспарда болса, сол жасыңызға, жағдайыңызға сай болса. Немесе өзіңізге сондай қосымша табыс көзіне толықтай ауысуға өзіңізге сондай таңдау жасайтын күйде боласыз. Бір өзгеріс болады ішкі күйіңізде. Бір қалай? Бір тамырымен өзгеріс болады. Бір жағдай соңына сондай бір түбірімен соңына жететін жағдай болады. Кейде бір ескіні сол өміріңізден алып тастайтын жағдай болады. Сізге бір кедергі болған, шектеу болған. Кейде бір жай ғана көзқарасыңыз өзгереді, өмірге деген құндылықтарыңыз өзгереді. Табыс көзіне сол осыған дейін жалғастырып, егер бір сізге нәтиже бермей жүрген болса, көңіліңіз толмай жүрген болса, соған нүкте қоясыз, жаңаға қарай кетесіз, қадамдайсыз. Бір ескімен қоштасуға қадам жасайтын, осыған дейін ойлап, бірақ іске көшуге уақыт созып жүрген болсаңыз, сол аптаның соңында сөзден ойдан іске қарай шешім қабылдайсыз. Бір жаңаға, жаңа әдетке, жаңа өмір салтына жол саласыз, жаңа табыс көзіне. Бірақ бастапқы уақытта жаныңыз қиналуы мүмкін. Барлығы бір өз уақытымен, жолмен жүріп жататын, өміріңізде бір жаңа пайда болатын, кейде бір енді ғажайып жаңа жағдай пайда болуы мүмкін, таңғалдыратын. Басында бірақ сол өзгерістер өзіңізге ұнамайтын. Бірақ сол уақыт өте келе, сол жағдайлар дұрыс болғанын, сізге жақсылық үшін орын алғанын түсінетін күйде боласыз. Сіздің бір ескі көзқарастардан ұлғайғаныңызды, ескі құндылықтардан ұлғайғаныңызды, ескі ұстанымдардан ұлғайғаныңызды, бір ескі қарым-қатынастардан өсіп кеткеніңізді, деңгейіңіз жоғарылағанын көрсетеді кейде. Сондықтан бір өзгерістің уақыты келгенін, жағдайыңызды өзгертуге уақыт келгенін еске салғандай. Сол, егер өзіңіз қаламасаңыз, өмірдің өзі соны өзгертетін. Өзіңізді өзгертуге, өміріңізді өзгертуге, сол тағдырыңыз сізді мәжбүрлейтін жағдай болады кейде. Кеңес аптаға деген. Елмен араласуға, ашық болуға шақырады. Өміріңіздегі өзгерістерге мән беріп отыруға, өмірдегі өзгерістерге кейде.
сол санасуға, сол жағдайлармен санасып отыруға, мән беріп отыруға, солардан енді қалып қоймауға, өмірдің бейімделіп отыруға, өміріңізде орын алып жатқан жағдайларға уақытылы енді реакция беруге, уақытылы қабылдауға, шешімдер қабылдауға, кешіктірмеуге, мән беруге шақырады кеңес. Жайындарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Арыстан жұлдызындағы көрермендеріме маусым айының 23 мен 29 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға әсер беретін жағдай, ойыңызға бір идея келеді. Жоба, жоспар, жаңа бір ой келеді өзіңізге, қажет. Кейде бір күш салу керек болады, күрес болу керек. Бір ойыңызға сол ойды жүзеге асыру үшін, бір істің шешімін табу үшін, бір жеңіске қол жеткізу үшін, қалауыңызға қол жеткізу үшін, бір пікір таластан жеңіспен шығу үшін, өте сондай нақты бір қадамдарға деген дайын күйде боласыз. Санамен ойланатын, бір нақты қадамдар арқылы жеңіске жететін пікір талас. Ол көбінекей ғаламторда болуы мүмкін. Бір елдердің арасында. Қалай енді? Бір ұйымдардың арасында. Кейде бір сондай мықтылық таныту арқылы ғана шешетін шаруалар болады. Соған көңіл бөлетін, күш салатын. Егер бір өзіңіздің күшіңізді, ойыңызды барлығын жинап алатын болсаңыз, бір жағдайдан жеңіспен шығатыныңызды еске салатын бір апта барысында сондай күй пайда болады. 5 минут, 1 сағат. Көбінекей бір жағдайдың беті ашылады. Бір шаруаның шешімін табасыз, анықтап аласыз. Бір адаммен араны шешіп аласыз. Бір өзіңізге түсініксіз жағдайды шешіп аласыз. Бір проблеманы шешесіз нақты қадамдар арқылы. Аптаның басында мүмкіндіктер келеді бір қоғамдағы шаруаңызда, жағдайыңызда, беделіңізде бір үлкен өзгерістерге жол салатын жаңа бастамалар, жаңа бір қадамдар, жаңа қызығушылық пайда болуы мүмкін, жаңа құштарлық. Ойыңызда сондай күшіңіз тасыған, күймен сол қолға алған іске кірісетін. Елді қызықтыра алатын, елдің қызығушылығын өзіңізге деген оята алатын күйіңіз артады бойыңызда. Сондай бір күш жігермен қолға алған іске кірісетін, соны сәтті соңына дейін жеткізетін. Кейде өміріңіздің жаңа бастамасы болады. Жаңа өмірге жол салатын, қадам жасайтын. Өзіңізді көрсетуге мүмкіндіктер келеді, жақсы жағыңыздан көрсететін. Бір нақты адамның алдында өзіңізге маңызы бар. Немесе көпшіліктің алдында, қызметтестеріңіздің алдында, достарыңыздың алдында әркімде әртүрлі. Кейде жаңа махаббат пайда болады. Жаңа бір іске деген, адамға деген, затқа деген қызығушылық пайда болады. Кейде бойыңызда күшіңіз тасыған, сондай құштарлық, құмарлық күйіңіз бар болса да, нақты бір өзіңізге деген, өзіңізді қызықтырған жағдайға деген, бірақ сондай сараңдыққа, үнемділікке басымдылық бересіз. Немесе өте сақ күйде боласыз. Ертеңді ойлайтын, одан кейінгі жағдайды ойлайтын, жағдайдың барысын ойлайтын, алдыдағы жағдай қалай болатынын жан-жақты ойлайтын. Сондай бір үлкен қызығушылыққа келгенде, өте сондай сақ күймен, шығын шығаруға келгенде өте сондай сападан көрі санына мән беретін күйде боласыз. Кейде бір қатты қызықтырған заттан айырылып қалам ба деген сондай өте сақ күй пайда болуы мүмкін.
денсаулығыңызды бір жақсартуға, шығын шығаруға келгенде өзіңізге үнемдейтін күй пайда болады кейде. Бір затты сатып алуға келгенде сондай үнемділікке басымдылық беретін, ертеңді ойлайтын, ақша жинауға басымдылық беретін. Жағдайыңызда барлығы жақсы болса да сондай өте сақ күйіңіз артатын кейде боласыз. Өзіңізді басатын бір жаңа бастамаларға келгенде, әсіресе аптаның ортасында сенімсіздік мазалаған жағдайға қатысты өзіңізге уақыт беруге, өзіңізді бір уайымдатқан шаруада ешкіммен араласуға зауқыңыз жоқ күйде боласыз кейде. Енді аптаның ортасындағы бір 5 минут уақыт алатын жағдай болуы мүмкін. Бір нақты істе немесе нақты шаруада, бір адаммен араласуда, қарым-қатынаста. Егер сенімсіздік мазаласа, сол қолыңызға келген бір мүмкіндіктен кейде сенімсіздікке бола бас тартасыз. Зауқыңыз жоқ болғанына бола. Біреуге өкпелегеніңізге бола кейде. Араны жақсартуға деген мүмкіндіктен бас тартасыз, саналы түрде. Немесе сол бір келген ұсыныстардан өзіңізге бір демалыс беруге деген кейде жалқаулық, кейде шаршаған күй басым болғанына бола. Сол бір ұсыныстарды кейінге шегеретін күйде боласыз. Бір жерге жолға шығу керек болған болса, қыдыру керек, бір жерді таңдау керек, орын таңдау керек. Жағдайларда кейде сол кейінге шегеретін. 1 сағат, 1 күн кейінге шегеретін. Біреуге өкпелегеніңізге бола кейде сол жағдайды әсірелеп қабылдайтын күйде боласыз. Сол адаммен араны жақсартуға келгенде сол мүмкіндіктен бас тартатын, өз қалауыңызға бола. Аптаның соңында бір өзіңізге жанашыр адаммен араласатын, сол адам сізге хабарласатын, хат-хабар алатын, жаңалық еститін, сол адамға қатысты жаңалық еститін күйде боласыз. Көбінесе бір ер адам қонаққа келуі мүмкін үйіңізге. Өзіңіз сол ер адамның үйіне қонаққа баратын жағдай болады кейде. Кейде бір жаңа таныстық орын алады. Бір жаныңызды сол аптаның басында немесе ортасында мазалаған шаруаны аптаның соңында біраз сол жаныңыз қиналып барып нүкте қоятын, шешетін күйде боласыз. Сол жағдаймен қоштасатын кейде. Біреуге кеткен есеңізді қайтарып алатын. Бір нақты қадамдар арқылы шешетін күйде боласыз өзіңізді бір мазалаған жағдайды. Кейде сол уайымдатқан шаруада ер адам қолдайды сол. Көбінесе ер адам өзіңізге жанашыр бір, сізге деген бір ниеті жақсы, мінезі жұмсақ ер адам. Досыңыз, әкеңіз, ағаңыз әркімде әртүрлі. Сол жаңа таныстық пайда болады. Егер басы бос арыстандарым болса, жаңа дос пайда болады, немесе жаңа енді нәзік жандарымда. Басы бос нәзік жандарымда мүмкін жаңа ер енді жұп пайда болуы мүмкін. Кеңес аптаға деген. Қалай болғанда аптада бір істі сәтті аяқтайтын, қолыңызға олжа келетін, кіріс келетін, бір жағдайды аяқтап нәтижелі болатын, нәтижеге қол жеткізетін күйде боласыз. Кеңес осы апта барысында жинауға, нені жинау керек, әркімде әртүрлі енді, қызығушылығына қарай, қажетіне қарай, соны сақтауға мән беруге шақырады. Кейде жүгінуге, кеңеске жүгінуге, басшыңызға, өзіңізге беделі бар адамға, сізге бір ақыл беретін адамға, содан кеңес сұрауға, ақылына жүгінуге шақырады. Егер мүмкіндік болса, сол бас тартпауға, кеңесіне жүгінуге. Өзіңіздің бір бастамаларыңызға, жобаларыңызға сол мықты орнықтандыратын фундамент дейді ғой соны. Бастамасын, соны тұрақтандыруға жол беруге шақырады. Өзіңіздің жағдайыңыздың тұрақты болуына, мүмкіндік беруге. Егер мүмкіндік келіп тұрған көрсеңіз, сол бас тартпауға, соған мән беруге. Өзіңіздің жағдайыңыздың тұрақты болуына басымдылық беруге шақырады. Таңдау жасау керек болған жерде. Бір келісімдерді сақтауға, сол ұстануға, келісімдер бойынша жүруге шақырады. Біреулермен келіскен бойынша, бір енді серіктесіңізбен келісім шарт бойынша, жұмыс орныңыздағы келісімдер бойынша, үйіңіздегі келісімдер бойынша соған мән беруге осы апта барысында. Күш салуға, қолға алған істің барлығында күш салып, сол өте сапалы, өте сондай тұрақты қылып реттеуге мән беруге шақырады сол жағына.
Арыстандарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бикеш жұлдызындағы көрермендермен маусым айының 23 мен 29 аралығына арнайы болжау. Әсер беретін жағдай. Орын алатын жағдайлар. Кеңес. Аптаға әсер беретін жағдай. Бір тұрақсыздықты сезінетін жағдай болады апта барысында. Бір нақты шаруада, нақты бір істе өзіңізді тұрақсыз күйде сезінетін. Енді сәт, бір 5 минут, 1 сағат, жарты сағат. Жаңа бастамалар, жаңа мүмкіндіктер, жаңа жағдайлар орын алуы мүмкін. Барлығына үлгеру керек. Барлық әртүрлі жолда, немесе қолға алған бірнеше істе сол бір уақытта жүзеге асыру керек болады. Жүгіріп күш салу керек болады. Кейде таңдау жасауды талап ететін жағдайлар болады. Асығыстықты талап етпейтін, бірақ таңдау жасау керек. Сіздің сол ақылыңызды, сезіміңізді, сезімталдығыңызды талап ететін. Соны іске қосу арқылы таңдау жасау керек. Дұрыс таңдау жасау керек жағдай болады. Бір уақыт өте келе дұрыс таңдау жасау керек. Таңдау жасауды талап ететін жағдай осы апта барысында болуы мүмкін. Бастамасы. Қосымша бір табыс көзін қолға алатын, екінші бір қосымша жұмыс орнына орналасатын, немесе енді кейде оқып жүрген оқу орныңызды өзгертуге, айырбастауға, соның направлениесін енді өзгертуге, егер таңдау жасауға мүмкіндік келген болса, сол басқа жолын таңдайтын шешім қабылдайды кейбір бикештерім. Егер жоспарда болса, солай ойластырып жүрген болсаңыз, аптаның басында біреуге деген қандай енді өте сондай қызығушылық, өте сол адамға деген жабысып алған күйден, немесе бір іске деген жабысып алған күйден, бір затқа жабысып алған күйден, жоба жоспарға жабысып алған, қызығушылық, бір арманға жабысып алған, кейде бір жаман әдетке жабысып алған, зиян әдетке жабысып алған күйіңізден алыстайсыз. Алдыға қарай, басқа жаққа қарай. Кейде бір жабысып алған ескірген өмір салтынан алыстайсыз. Жаңа бір құндылыққа, жаңа қызығушылықтарға қарай бет алатын. Кейде бір адамға деген сол қызығушылығыңыз азаяды. Немесе бір адаммен араңыз алыстайды. Бір арақатынасты уақытша азайта тұру керек. Қатты жақын араласқанды кішкене алыстата тұру керек. Немесе уақытша жібере тұру керек. Ол досыңыз, немесе сыныптас, курстас, бірге жұмыс істеген адам болуы мүмкін. Соны енді өте жақын болып кеткеніңізді біраз алыстата тұру керек екенін, өзіңізге де оғанда кішкене арақашықтық беру керек екенін ойлайтын жағдай болады кейде. Бір келісім шартқа деген қызығушылық азаяды кейде. Біреумен келіскен келісімге, сөзбен келіскен. Біреумен бір келіспеушіліктерге бола кейде, таңдау жасау керек болады. Бір қызығушылығыңыз азайғанына бола таңдау жасайсыз. Таңдау жасау керек болған жағдайда сол қызығушылық азайғанына бола бас тартатын. Көбінесе бір жағдай уақытылы жүзеге аспағанына бола, қолға алған іс, немесе бір сол әдет, салт, өмір салты сізге ешқандай пайда келмегеніне бола, соны өзгертуге, артта қалдыруға, алдыға қарай жаңа мақсатқа, қызығушылыққа бет алуға деген күймен бір таңдау жасауды талап ететін жағдай болады. Жолға шығатын, жаңа бір таныстық болатын жағдай болады кейбір бикештерінде. Жолда бір махаббатын кездестіретін, бұрын ұнатқан адаммен кездесетін, сол адамға қатысты жаңалық алатын, жаңа бір махаббат пайда болуы мүмкін, жолда танысатын. Бос бикештерімде. Бір кездесуге шақырып алғаныңызға бола жолға шығатын. Біреуге деген бір ғашықтық сезімі пайда болуы мүмкін, кейде сол. Енді бір қарым-қатынаста тағы бір адам болғанына бола кейде қызығушылығыңыз азайып, сол қарым-қатынаста артта қалдыратын шешім қабылдайды кейбір бикештерім. Ондай жағдай сол қатысы болса сізге. Бір адамға деген өте бір шектен тыс құмарлық, құштарлық, қызығушылық пайда болады кейде. Кейде бір таңдауды кейінге шегеруге болады, бірақ қазір жасаған дұрыс екенін көрсетеді таңдауды. Жағдайды бір жағынан шығаруды.
кейде бір мәліметтермен жұмыс істеу керек болады, информациялармен. Сол білген, естігеніңіздің, сол анықтағаныңыздың арқасында сол арқылы дұрыс шешім қабылдауға сол көмегі болады. Ғаламтор арқылы бір мәліметтерді іздестіретін жағдай болады. Көбінекей біреуге деген қызығушылығыңыз азаяды. Азайғанына бола сол жағдайды артта қалдырасыз, алдыға қарай бет аласыз. Немесе сол өзгеріске бола таңдау жасайтын жағдай. Аптаның ортасында оңай жолды іздестіресіз. Оңай жолды қарастыратын, кейде бір жағдайды жасырын ұстайтын, құпия сақтайтын күйде боласыз. Өз пайдаңызға бола. Көбінекей бір шаруаны шешуге келгенде проблеманы оңай жолына қарай жүгінесіз. Амал тәсіліне. Бір жақын арадағы осы апта барысындағы, енді аптаның ортасында өзіңізді қуандыратын бір өзгеріс болады. Кейде жолға шығатын. Өзіңізді қуандыратын бір таңғалатын, күтпеген өзгеріс болады кейде. Аяқ асты бір жағдайыңыз орнынан оң, сондай әсермен өзгеріске ұшырайтын. Әртүрлі бір істерге күш салып үлгеру керек болады. Сол бір жағдайыңыз орнынан жылжығанына бола, жақсы бір жаңалық алғаныңызға бола, бір сондай жақсы әсерде, жақсы көңіл күймен жүгіріп күш салу керек күйде боласыз. Барлығына үлгеру керек, жүгіріп жолға шығу керек. Тез арада бір ойлағаныңызды жүзеге асыру үшін. Бірнеше іс, соның барлығына күш салу керек, бірақ соның барлығы өзіңізді қуандыратын бір шаруалар болады. Кейде жаңалық алатын, сәлемдеме алатын, хатқа бара алатын күйде боласыз. Өзіңізді қуандыратын көбінде. Аптаның соңында жиынға қатысасыз, шақыруға, тойға, отырысқа, салт дәстүрмен байланысты бір туғандарыңыздың жиынына. Үйіңіздің бір шаруасына көңіл бөлетін, туыстарыңыз үйіңізге қонаққа келетін, қонақ күтетін, балаларыңыз қонаққа келетін, кейде қарт адамдар қонаққа келетін. Сол қарт адамдардың үйіне қонаққа баратын жағдай болады кейде. Үй таңдау керек болады кейде. Жаңадан бір көшіп қонатын. Ескі үйді сатып, бірақ жаңа үйді әлі таңдамаған жағдай болады кейде. Бір таңдау жасау керек. Мүмкіндік келген жағдай, шанс сондай бір. Үйге қатысты бір таңдаулар кейде, үйдің ішіндегі бір заттарға қатысты. Туыстарыңыздың балалары қонаққа келетін үйіңізге жағдай болады. Бір қуанышты жағдай болады сондай. Кейде бір кездейсоқ таныстықтар болады. Туғандарыңызбен байланысты. Сондай бір жақындарыңызбен бірге қонақта отырғанда бір жаңа таныстықтар пайда болады кейде. Жеңіл, желпі, сондай кішігірім, өте бір үлкен мәні жоқ жағдайлар орын алуы мүмкін кейде. Бірақ өзіңізді қызықтыратын, көңілдендіретін, сондай өміріңізге бір үлкен маңызды өзгеріс әкелмесе де, сондай көңіліңізді көтеретін жағдайлар. Кейде бір тұрақтанып қалған күйден босап шығасыз. Кейде енді жоспарлаған істеріңізге өзгеріс енгізесіз. Сондай бір аяқ асты өзіңізді қызықтыратын жағдайларға бола. Көбінекей бір қуандыратын, сондай кездесу, жиын отырыстар, кейде концертке қатысатын, театрға баратын, кинотеатрға баратын жағдайлар болуы мүмкін. Кеңес аптаға деген осы апта барысында өзіңізді бір елден кем күйде сезінуге, жол бермеуге шақырады, өзіңізді кемсітпеуге, өзіңізді бір баспауға, өзіңізді қорқытуға, күдікке салуға, енді өзіңіз іштей, өзіңізді сондай бір кемсітетін күйге салуға, жол бермеуге шақырады. Қорқуға, жол бермеуге. Мықтылық танытуға. Барлық жағдай, енді өзіңізге ұнайтын да, ұнамайтын жағдайлар өзгеріске ұшырап отыратынын, барлығы өзгеретінін, егер апта барысында бір көңілге жағымсыз жағдайлар болса, соның барлығына қатты мән бермеуге шақырады. Өйткені барлық жағдай өтетінін еске салады. Егер бір жағдайлар ұнамаса, кейде енді болады ғой бір күй, сондай барлығы сізге қарсы сияқты өмірде, адамдарда бір барлық жерде жолыңыз болмайтын сияқты бір күйлер болса,
өзіңіздің сол өмірге деген көзқарасыңызды өзгертуге шақырады. Егер сондай бір күй апта барысында бір 5 минут ойыңызға басымдылық бере бастағанын, сізге әсер ете бастағанын, бір шешімдеріңізге әсер ете бастағанын байқасаңыз, әсіресе аптаның басында немесе аптаның ортасында сондай күйге бола ойыңызды өзгертуге, өзіңізге ұстанымыңызды өзгертуге жол бермеуге, өмірге деген көзқарасыңызды өзгерту керек екенін еске салады. Бикештерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Таразы жұлдызындағы көрермендеріме маусым айының 23 мен 29 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Кеңестік тағы деген. Аптаға әсер беретін жағдай. Өте ұстамды күйде боласыз. Апта барысында бір шыдамдылыққа, төзімділікке, сабырлыққа, күтуге деген, кеңінен баға беруге, кең қабылдауға деген күйіңіз әсер береді аптаға. Аптадағы бір қобалжуды басып тастайтын, бойыңыздағы қорқынышты басып тастайтын, апта барысында сондай бір енді күніне 100 рет өзгеретін көңіл күйіңізге сондай күй пайда бола бастағанда, соны ақылға жеңдіріп басып тастайтын күйіңіз басымдылық береді. Соны көрсетеді аптаға әсер беретін жағдай. Аптаның басында көңіл бөлетін күйде боласыз. Өзіңіз біреудің көңілін, сізге сондай көңіл бөлгеніне ие боласыз. Достар, балаларыңызбен, достарыңызбен араласатын, немесе ата-аналарыңызбен араласатын, солардың жағдайына көңіл бөлетін, көңіл күйіне мән беретін күйде боласыз. Бір уақыт бөлетін, өзіңізге мүмкіндік беретін күйде боласыз. Көп уақыт араласпаған адамдармен араласуға мүмкіндік келеді. Соларға қатысты жаңалық еститін, кейде бір өзіңізді таң қалдыратын жаңалық естуіңіз мүмкін. Кездесу орын алуы мүмкін. Кездесуге шақыру аласыз кейде. Өзіңізге ұнайтын адаммен кездесуге. Бір балалық шақтан келе жатқан, жастық шақтан келе жатқан немесе сондай бір арманыңызды жүзеге асыруға, соны еске алатын күйде боласыз. Кейде бір ұмытылып кеткен шаруаларды қолға алу керек болады. Бір өзіңізге пайдасы бар қарым-қатынас орнататын, өзіңізге пайдасы бар адаммен араласатын, өзіңізге пайдалы бір жай ғана араласу болады. Біреумен сөйлескенде, сол әңгіме барысында, араласу барысында соның пайдалы болғанын түсінетін күйде боласыз. Сол араласудың өзіңізді бір қуандыратын, өзіңізге жақсы әсер беретін, сондай бір әсер алатын күйде боласыз. Бір жағдайдан, әркімден әртүрлі бір жағдайдан. Кейде бір отбасылық, юбилей, бір мейрамдарға қатысатын жағдай болады. Салт дәстүрмен байланысты. Кейде бір ескі махаббатыңыз өміріңізге оралады. Ескі бір достарыңыз, көп уақыт көрмеген, естімеген. Кездейсоқ, соны көріп қалатын сол адамды. Немесе сол адамға қатысты тағы да сол жаңалық еститін. Кейде үйіңізде сол бала, немере пайда болуы мүмкін. Кейде бір өткен кеткен ескімен байланысты бір өмірді ой елегінен өткізетін күйде боласыз. Кеткен бір есеңізді қайтарып алуға көңіл бөлетін. Кейде сол өткен өмірде бір жағдай өзіңізге ұнамайтын, соны ойға алатын, ой елегінен өткізетін, соған бола бір қазіргі жағдайыңызға қорытынды шығаратын күйде боласыз. Немесе сол артта қалған жағдаймен байланысты бір істе жеңіске жетсеңіз де, өзіңізді бір сол жағдайдың нәтижесіне көңіліңіз толмайды. Өткен өмірмен байланысты бір жағдайда. Егер аптаның басында бір туғандарыңызға бір қатты сөйлеуге жол беретін, көп араласпаған адамдармен араласатын жағдайда бір есеңізді қайтарып алуға деген қызығушылық пайда болса, мән беруге шақырады осы, ескертуге. Сол нәтижеге қол жеткенмен, сол адамды ренжіткеніңізге де, жеңіске жеткеніңізге де, есеңізді қайтарғаныңызға да көңіліңіз толмайтынын. Сондықтан біреуді ренжітуге, соны бір айтып салуға деген қажеттілігі бар ма, соған мән беруге шақырады. Сол жеңіске жеткенмен, бәрібір өзіңізді соны ренжіткенде толықтай бір бақытты сезінбеуіңіз мүмкін екенін еске салады. Кейде бір көптен созылып келе жатқан сотты жеңіп аласыз. Егер енді сондай сотта бір шаруасы бар таразыларың болса, немесе бір өзіңіздің конкуренттеріңізді жеңесіз. Өзіңіздің бір қалауларыңызды,
құқығыңызды, қызығушылығыңызды енді жеңіп алатын, сол сақтап қалатын күйде боласыз. Көбіне кейбір өзіңіздің ішкі ұстанымдарыңызды, блоктарыңызды, алдыдағы өміріңізге шектеу болғанына бола, өміріңізден алып тастауға сондай шешім қабылдауыңыз мүмкін. Ішкі дүниеңізбен сондай жұмыс істейтін жағдай. Аптаның ортасында романтикалық бір свидание, сондай кездесулерге шақырып алуларыңыз мүмкін. Өзіңіз сондай шақыру ұйымдастыратын, кездесуге баратын. Кейде бір өзіңізге ұнайтын адамға қатысты жаңалықтар, мәліметтер жинастырасыз. Немесе сізге қатысты сол адам сыртыңыздан мәліметтер жинастыруы мүмкін. Басы бос таразыларында. Кейде біреуді түсіну үшін, сол адамға қатысты бір түсінуге мән беретін, сол адамның сыртынан бақылайтын, өзіңізге анализ жасайтын, қорытынды жасайтын, сөзбен араласу барысында сондай ой елегінен өткізіп отыратын, қорытынды жасап отыратын, соны жақсырақ, тереңірек түсіну үшін. Сондай сезімнен гөрі санамен ойланып, қорытынды жасап отыратын күйде боласыз. Бір адамның сол көбінесе өзіңізді қызықтырған адамға қатысты мәліметтер, информация жинайсыз, елден сұрастырасыз, немесе ғаламтор арқылы қарастырып білуге көңіл бөлетін күйде боласыз. Кейде келісім шартқа қатысты бір мәліметтер жинастыратын күйде боласыз, құжаттарды реттейтін, ғаламтор арқылы бір өзіңізге қажет сол жағдайды анығырақ, нақтырақ білуге қатысты. Оқу орнына қатысты келісім шарт, үй сатып алуға қатысты, басқа бір шаруаға қатысты енді. Өзіңізбен жаңадан пайда болған серіктес адамға қатысты, сыртынан сол адамға қатысты бір сұрастыратын, немесе бір қызығушылыққа қол жеткізу керек болғанына бола, соны сын көзқарастан өткізетін күйде боласыз. Көп араласпаған адамнан хат хабар алатын, өзіңізге ұнайтын бір адамнан, сол адаммен араласуға тура келетін, бір ұмытылып кеткен өзіңізге ұнайтын адаммен араласуға тура келетін жағдай болады. Бір адамға деген қызығушылық пайда болады сондай. Ол адамның сізге деген, сіздің оған деген өзіңізге ұнайтын бір кездесулер. Әртүрлі бір салаға қатысты. Өзіңіз сондай өте сын көзқараста болуыңыз мүмкін. Кейде сол өзіңізге ұнайтын адаммен арада бір өзіңізге ұнамайтын жағдайды талқылайтын, шешіп алу керек болады. Бір тақырыпты. Аптаның соңында салған күшіңіз, жасаған таңдауыңыз, біреуге жасағаныңыз, өзіңізге жасағаныңыздың нәтижесіне ие боласыз. Бір шаруаларыңызды реттейтін, кейде некеге отыратын, неке қиятын жағдай болады. Енді жоспарда болса. Бір жағдайдың бетін ашып алатын, анықтап алатын. Кейде үйіңізді жинастыратын, жұмыс орнында бір күш салу керек шаруа болады. Бір қиындықтан босап шығасыз, күш салып барып босап шығасыз. Бір мақсатқа қол жеткізесіз. Жан-жағыңыздағы жандармен бірге бас қосып, күш біріктіріп, бір мақсатты шешесіз. Бір ауыр жүктен босап шыққандай күйде боласыз. Туғандарыңызбен араласатын бір, сол туғандармен бір өзіңізге маңызы бар шаруаны талқылайтын күйде боласыз. Басқа туыстарыңыздың жағдайын кейде, өзіңіздің бір өміріңізге маңызы бар қадамдарға қатысты, шешімдерге қатысты жағдайды, сондай өзіңізге беделі бар бір туғандарыңызбен ортаға салып талқылауыңыз мүмкін. Көбінесе бір күйзеліс кезеңінен босап шығасыз. Кейде бір офисті босату керек болады. Аптаның соңында, егер жоспарда болса, сондай жұмыс орнын көшетін, жұмыс орнынан басқа жұмыс орнына көшетін, немесе сол ғимараттарыңызды, офистарыңызды айырбастайтын жағдай болады кейде. Кейбір таразыларында. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында өзіңіз өз ойлағаныңыз бойынша қадамдар жасағанда, шешім қабылдағанда жалғыз ойланып шешуге шақырады. Шешімін жалғыз отырып іздеуге, көпшіліктің ойына қарай жүгіре бермеуге. Сондай қадам жасағанда жалғыздықта жасаған дұрыс екенін еске салады осы аптаға. Өзіңіздің мүмкіндігіңізге қарай сондай істі қарастыруға, қолыңыздан келетін істерге қарай жүгіруге, таңдау жасауға.
өзіңіздің бейімділігіңіз бар, істерді таңдауға қарай басымдылық беруге шақырады. Өзіңіздің сол жұмысыңызды, табыс көзін, шаруаңызды, алдыға қойған жоспарыңызды өзіңіз ұйымдастыруға, өзіңіз бір сұрақтарға жауап іздегенде соны өзіңіздің ішіңізден, ішкі жан дүниеңізден, күйіңізден іздеуге шақырады. Қажет болса сол өміріңізді ой елегінен өткізуге, бір анализ жасауға, әр енді бір маңызды деген сұрақтарда қорытынды жасауға шақырады. Іштей өзіңіздің өміріңізді сол нақты сол бір мазалаған саланы, жағдайды ой елегінен өткізіп қорытынды шығарып отыруға. Таразыларым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Саршаян жұлдызындағы көрермендермен маусым айының 23 мен 29 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға деген. Аптаға әсер беретін жағдай бір жұмбақ күй пайда болуы мүмкін. Немесе бұлыңғыр көрінетін, өзіңіз бір анық баға бере алмайтын, анық шешімі бірден көрінбейтін, анық жолы бірден көрінбейтін. Кейде сол істің барысы қалай болар екен деген өзіңіз әсер ете алмай күтуге тура келетін жағдайда боласыз күйде. Бір жағдайдың нәтижесін күту керек, сәлемдеме күту керек, шешім күту керек, хат-хабар күту керек. Әйел адам апта барысында қонаққа келуі мүмкін, кездесу болатын, жаңа сондай махаббат пайда болатын. Енді басы бос саршайындарымда. Жаңа таныстық, немесе сондай бір құрбыларыңызбен кездесу. Бір әйел адамға қатысты жаңалық еститін, соның үйіне қонаққа баратын, сол адам үйіңізге қонаққа келетін жағдай болады. Аптаның басында табыс көзінде бір сақ күйде боласыз, жамандық күтетін, алдын ала біреулерден, жамандық жоқ жерден жамандық күтетін, қиындық жоқ жерден қиындық күтетін, сондай бір күй пайда болуы мүмкін. Сақ күй адамдардан алдын ала бір кезінде бір болған жағдай қайталана ма деген қорқынышыңызға бола, бұрынғы бір тәжірибе, өмірден алынған келеңсіз, сол тәжірибе қайталана ма деген бір қорқыныш. Табыс көзінде, немесе төлемақыда жолға шығу керек болғанына бола, табыс көзімен байланысты. Бір ақшамен байланысты шаруаларды реттеу керек болғанына бола. Өзіңіз сондай бір қалай болғанда салған күшіңіз, жұмсаған уақытыңыз, шығарған шығыныңыздың жақсы нәтижесіне қол жеткізесіз. Өзіңіздің сол қолыңызда, бойыңыздағы бар тәжірибе, біліміңіз, іске деген сапалы атқаруға деген қасиетіңіздің арқасында қолыңыздан кіріс үзілмейтін күйде боласыз. Енді қажетіңізге жететін табысқа ие боласыз. Бір жаңа тапсырыстар алуыңыз мүмкін. Бірақ сол өте сақ күйде боласыз. Неге? Көбінесе сол бұрынғы бір қорқыныш күйіңізге бола, естеліктерге бола. Қызмет орнына барғаныңызға бола, немесе сол жерден бір адам келгеніне бола. Ақшамен байланысты бір шаруаны шешу керек болғанына бола. Өте сақ күй. Астарында сол себеп жоқ болса да, сондай сенімсіздік басым күйде болуыңыз мүмкін. Аптаның басында 1 сағат 5 минут. Аптаның ортасында жаңа қызығушылық пайда болады, жаңа махаббат, жаңа таныстық. Басы-бос саршайындарымда. Бір кездесулер, кешкі уақытта қыдыратын жағдай болады кейде. Елмен араласатын, қоғамдық орындарға баратын, кейбіреулеріңізде сондай бір жаңа жобаға деген қызығушылық, жаңа іске деген қызығушылық, жаңа бір затқа деген қызығушылық, ғаламтор арқылы өзіңізге бір зат таңдайтын, немесе дүкен аралайтын күйде боласыз. Қиялға берілетін, ой ойлайтын, бір күдік, сенімсіздікке бола, өзіңізге деген сенімсіздік, күдікке бола. Немесе бір жағдайда нақты көрмегеніңізге, бұлыңғыр қабылдап баға бергеніңізге бола. Сондай өте қиялға берілетін бір қиялшыл күй пайда болады аптаның ортасында, арманшыл күйіңіз. Бір жағдайда анық көрмегеніңізге бола. Бір жаңа жоба, жоспар, жаңа мақсат, жаңа қызығушылық, бір затқа деген қызығушылық күйде боласыз, адамға деген. Бірақ сол қызығушылығыңыз сіздің сол жағдайда анық көрмеген, бар қалпында көрмей, бір қызығушылық арқылы, қиял арқылы, бұлыңғыр көзқарас арқылы көріп отырғаныңызды еске салады. Бір адамдармен көп талқылайтын әңгіме, сөз, ғаламторда, немесе енді бір ортада, кездесуде болуы мүмкін. Сондай жағдайда бір сенімсіздік, күдік
пайда болатын жағдай болады. Немесе өзіңіз сондай күдік, сенімсіздік болғанына бола, күдік мазалағанына бола, біреуге сенбегеніңізге бола, өзіңіздің жағдайыңызға деген бір қорқыныш, сенімсіздігіңізге бола. Көп талқылайтын күйде боласыз, біреумен ортаға салып соны. Кейде біреуді өсектеуге жол бересіз өзіңізге. Аптан соңында олжаға ие боласыз. Үйіңізге бір кіріс келетін, қыдыратын, туыстарыңызбен кездесетін, кейде өзіңізге бір ұнайтын зат сатып алатын, жиһаз, үлкен бір маңызды жиһаз алатын жағдай болады. Кейде бір туғандарыңыздың денсаулығын білу үшін соның үйіне қонаққа барасыз. Кейде сол туғандарыңыз өзіңіздің үйіңізге қонаққа келеді. Егер үйіңізде бір енді дерт мазалаған туғандарыңыз болса, соның жағдайын білу үшін. Кейде бір біреумен арада, немесе өзіңіздің мазалаған шаруада, аптаның ортасындағы мазалаған шаруада кейде. Егер сондай мазалаған шаруа болса, соны аптаның соңында өзіңізге демалыс беруге, сол жағдайды енді толықтай шешілмесе де, орнына келгенше, шешімі табылғанға дейін, қолайлы уақыт келгенге дейін кеңге тұруға жол бересіз өзіңізге. Сондай. Кейде бір адаммен арадағы бір түсініспестіктер әлі де қалған болса да, екі жақта сол бір мәмілеге келе тұрады. Кейінге дейін, сол қолайлы уақытқа дейін сол жағдайды шегере тұру керек, сыра тұру керек екенін. Үйдің бір шаруасы толықтай шешілмесе де, бір проблема кейде үйіңізде жөндеу керек болған. Соны енді келесі аптаға қалдыра тұратын шешім қабылдайды кейбір саршаяндар. Көбінесе өзіңізге демалыс беретін, отпуск алатын, туғандарыңызбен қыдыратын жағдайда боласыз. Өзіңізге демалыс алғаныңызға бола, сондай қыдырып жолға шығатын, бұрын тұрған жеріңізге баратын, туыстарыңыздың үйіне қонаққа баратын, балаларыңызбен сондай басқа жаққа қыдыратын, үйіңізде демалыс уақыт өткізуге мүмкіндік болады. Енді аптаның соңы болғандықтан болуы да мүмкін. Өзіңіздің денсаулығыңызды жақсартуға мән беретін. Егер осыған дейін бір денсаулығыңызға зиян, әдеттерге жол беріп жүрген болсаңыз, дұрыс тамақтанбай жүрген болсаңыз, аптаның соңында сол өзіңіздің денсаулығыңыздың жағдайына соны жақсартуға мән беруге басымдылық беретін. Бір жаман әдет, зиян әдеттерді азайтуға соны басымдылық беретін, ойлайтын күйде боласыз өзіңіздің жағдайыңызды жақсартуда. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында өзіңізге бір жаңаны көруге мүмкіндік беруге шақырады. Өзіңізді сынап көруге мүмкіндік беруге. Өзіңіздің бойыңыздағы бар қасиеттеріңізді, таланттарыңызды көрсетуге, өзіңізге көрсетуге, өзгеге көрсетуге, өзіңізге мүмкіндік беруге шақырады. Сондай бір, егер мүмкіндік келіп тұрса, бас тартпауға, қашпауға, қорқынышқа, бір сенімсіздікке жол бермеуге. Осы апта барысында бір қалауыңызға қол жеткізу үшін күресуден тайынбауға, қорқынышқа басымдылық бермеуге, өзіңізді басып тастауға жол бермеуге, дайын болуға шақырады. Алдыңызға қойған мақсаттарыңызға қорықпай қадамдауға, өзіңізді көрсетуге, ең бастысы өз алдыңызда көрсетуге мүмкіндік келіп тұрса, бас тартпауға шақырады. Өзіңіздің ішкі сеніміңіз артуына сол көмектесетінін еске салады. Саршаяндар, апталарыңыз сәт өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Мерген жұлдызындағы көрермендеріме маусым айының 23 мен 29 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай, жоспар құрасыз, немесе күту керек болады. Бір жағдайдың барысын күтетін, хат-хабар, сәлемдеме күтетін, бір адамды күтетін жолдан. Жағдай орнынан жылжуын күтетін күйде боласыз. Өте сондай саналы түрде алғашқы қадамдарды жасайсыз. Егер бизнеспен айналысатын мергендерім болса, енді план бойынша жүретін күйде, жоспар бойынша. Енді жай ғана кейбір мергендерім аптаға деген сол бір күніңізге қойып алған жоспар бойынша жүретін, апта барысында сондай өзіңізге маңызды жағдайларда жоспар бойынша жүретін, елмен араласқанда жоспар бойынша жүретін бір жағдайды басшыларыңызбен талқылау керек болған болса, соның алдында жоспар бойынша сөйлеу керек болады. Өзіңізге солай қолайлы болғанына бола.
бір ұйымдастыруға қатысты сұрақтарға көңіл бөлесіз. Өзіңіздің ісіңізді ұйымдастыратын, біреумен қарым-қатынасты ұйымдастыратын, біреулермен бір қарым-қатынас орнатуға көңіл бөлетін, өзіңізге бір тиімді қарым-қатынастар. Кейде сол іскерлікпен байланысты өзіңізге сондай өте пайдалы таныстықтар болады, кездесулер. Кездесіп сол бір алдыдағы жоспарыңызды талқылайтын. Сіздің бір алдыға қойған жоспарларыңызға пайдасы болатын адамдармен араласатын, талқылайтын жағдай болады. Аптаның басында кездесулер, көңіл көтеретін жағдай, мейрам болуы мүмкін. Кешкі уақытта қыдыратын, өзіңізге бір ұнайтын жерлерге баратын, өзіңізге ұнайтын бір заттар сатып алатын, дүкен аралайтын, кейде өзіңізге ұнайтын бір кішігірім шешімдерге, результаттарға ие боласыз. Нәтижелерге. Бір қиындықтан босап шығасыз. Өзіңізді сондай бір қиындықты оңай шешіп өткеніңізге қуанатын күйде боласыз. Өзіңізді мазалаған бір шаруадан босап шыққаныңызға. Жақсы көңіл күйде болатын, бір отырыстарға қатысатын, сондай құрбыларыңызбен, өзіңізге ұнайтын адамдармен, кейде өзіңізге енді қымбат жанмен ғана бір дастархан басында бір жағдайды тойлап отыратын, сондай бір сәттілікті, қуанышты тойлайтын күйде бас қосып отыратын жағдай болады, күйде боласыз. Өзіңізді қуандыратын бір жақсы әсер беретін адамдармен кездесу, қызметтестеріңізбен бірге бас қосатын, кейде бір әйел адаммен бас қосатын, бір әйел адамнан ақшалай көмек немесе сыйлыққа ие болатын күйде боласыз. Бір әйел адамның жағдайын тойлайтын, анаңыз болуы мүмкін, жан-жарыңыз, басқа бір әйел адам, енді басы бос мергендерімде, немесе құрбыларыңызбен сондай бірге қыдыратын жағдай. Ақшамен байланысты бір қиындықтардан босап шығасыз. Шешу, ақшаның көмегі арқылы шешумен бір қиындықты, бір проблеманы шешетін күйде. Кейде бір іскер әйел адаммен кездесу болады. Таныстық, араласу. Үй сатып алатын, үйіңіздің жағдайын жақсартатын. Бір заттармен байланысты өзіңізді қуантатын жағдай болады. Бір тән сұлулығына мән беретін мүмкіндік болады. Өзіңізге ұнайтын бір киім алып, сондай бір бойыңыздағы стиліңізді өзгерту арқылы бір қыдыратын күйде боласыз. Сондай. Сізге бір қамқорлықпен, көзқарастағы адамдармен кездесетін, араласатын, кейде бір құжаттарға қол қоясыз. Есеппен байланысты бір үйдің кіріс шығынымен байланысты шаруаны шешесіз. Сәтті шешетін күйде боласыз. Бір өзіңізді мазалап жүрген сондай шығындарға, кірістерге қатысты. Бір ісімен де, сөзімен де көмектесетін әйел адаммен кездесу болуы мүмкін. Сол адам қонаққа келетін үйіңізге. Өте сондай бір өмірге тәжірибесі, немесе нақты бір шаруаға келгенде тәжірибесі мол әйел адаммен. Ол өзіңіздің туысыңыз да болуы мүмкін. Бір өзіңізге түсініксіз жағдайды түсінесіз кейде. Аптаның ортасында бір қызығушылық болады, құштарлық, бір қалау артатын, бойыңыздағы бір күшіңіз артатын, сондай бір күшіңіз тасыған күймен қолға алған ісіңізге сондай бір үлкен қарқынмен, қызығушылықпен кірісетін, бойыңыздағы кейде бір дертіңіздің күші азаятын, егер дерт мазалаған болса, денсаулығыңыз жақсаратын, сондай көңіл күйіңіз жақсаратын күйде боласыз. Қолға алған істердің барлығын сондай күш салып реттейтін күйде боласыз. Өзіңіздің күйіңізбен де, уақытыңызбен де дұрыс сондай пайдаланатын. Кейде ішкі қорқыныштарыңыз мазалауы мүмкін, қолымнан келмей ма деп, бір жауапкершілікпен байланысты шаруада. Бірақ соны өзіңізді ақылға салып, соны өзіңізге ұнайтын жолмен шешесіз. Өзіңізге ұнайтын әсерде, ұнайтын жолда шешетін күйде боласыз. Ақылға салатын, сондай
ақылыңыз жеткілікті күйде боласыз. Өзіңіздің бір қорқыныштарыңызды да ауыздықтай алатын, енді негатив ойларыңызды да ауыздықтап ақылға сала алатын. Жұмыс көбінесе сол жауапкершілікке келгенде, өзіңізге беделі бар адамдардың алдындағы жауапкершілікті орындауға келгенде, басшыларыңыздың көзіне түсуге келгенде, бір өзіңізді көрсете алатын, күш салатын күйде боласыз. Енді аға, әкелеріңіздің алдындағы бір жауапкершілікті орындау керек болған, бір көбінесе ер адамның алдындағы шаруаны реттеу керек болады кейде. Бір туғандарыңыздың үйіне барып көмектесетініз, немесе сол жұмыс орындағы бір тәртіп бойынша жүру керек болған жағдайда, кейде сіз билікті қолға алуға тура келеді. Бір жағдайды басқаруға, бір мекемемен байланысты жауапкершіліктерді шешуге күш салатын, өзіңіздің беделіңізді пайдаланатын, кейде бір ер адамның көмегі болады сондай сізге. Сізге беделі бар адамның көмегі. Бір банктың алдындағы жауапкершілікті орындауға күш саласыз кейде. Сондай бір жауапкершілікті орындау керек болған жерде таныстарыңызды, ақшаның көмегін, күшіңіздің, беделіңіздің, сол лауазымыңыздың көмегін пайдаланасыз. Көбінесе бір басшыларыңыз тексеруі мүмкін, сіздің сынап көретін, сіздің қолыңызға бір билікті беріп, байқап көретін, қолыңыздан келе ме деп. Осы бірнеше рет алдыңғы апталарда да осындай дәл осы карталар мергендеріме түсті ғой деймін. Немесе тағдыр сізді сынайтын, қолыңызға сондай бір билікті, немесе бір тізгінді беріп сынайтын, қолыңыздан келе ме деп. Немесе басшыларыңыз, өзіңізді бір сізге деген беделі бар адамдар сізді тексеріп көретін, сынайтын, сыртыңыздан бақылайтын, баға беретін жағдай болатынын көрсетеді. Немесе өзіңіздің бойыңыздағы бір жаман қасиеттеріңіз, жаман әдеттеріңіз зиян өзіңізге, денсаулығыңызға зиян, әдеттеріңізге келгенде, сондай бір тәртіппен жүруге, күн тәртібін өзіңіздің сол дұрыстауға, жөндеуге, денсаулығыңыздың жақсаруына мән беруге, бір өміріңізді сондай бір тізгінмен жүруге, тәртіп бойынша жүруге, өзіңізді тәрбиелеуге сондай мүмкіндік келетінін, соған қаншалықты мән беретініңізді көрсетеді. Сол тағдырыңыз, жағдайыңыз сізді сынайтын, қолыңыздан келе ме екен деген. Сондай күйге сізді өмірдің өзі әкелетін. Сол өміріңізді, өмір салтыңызды, әдет болып қалған бір өмір салтыңызды тұрақтандыруға мүмкіндіктер келетінін, соны сіз пайдаланып өзіңізді бір өмір салтыңызды, әдет болып қалған өзгертуге, бір сынақ тағдырдан келген, сізді байқап көретін. Кейде бір сізге жақсылықты беруге, өміріңізде бір жолыңызды болдыруға, сіз өзіңіз қаншалықты күш салуға дайын екеніңізді байқайтын тағдырдың бір сынағы болуы мүмкін. Өзіңіз сол өзгерісті іштей қалағанмен сырттай соған қаншалықты күш салуға дайын екеніңізді бақылайтын бір күштердің сынағын көрсетеді кейде. Сондай мүмкіндікті жіберіп көретін сынап. Сіз сол өзгерісті шынайы қаншалықты қалайтыныңызды, қалауыңыз ғана емес, енді өзіңізді де сол өзгеріске қаншалықты күш салуға дайындайтыныңызды, қаншалықты қалауыңызға қол жеткізу үшін күш салуға дайын екеніңізді сынайтын жағдайлар болатынын көрсетеді. Аптаның соңында туғандарыңызбен араласатын, бір жиынға қатысатын, тойға қатысатын, шақыру алатын, немесе бұрын тұрған жеріңізге баратын жағдай болады. Бұрын тұрған жеріңізден хат хабар алатын, жаңалық еститін, туыстарыңызбен араласатын, үйіңізде қонақ күтетін, бір туыстарыңызбен кездесуге себеп болатын жағдай болады кейде. Үйіңіздің бір шаруасын шешуге күш саласыз кейде, бір талаптарды орындауға, туғандарыңыздың бір талаптарын орындауға, туғандардың алдындағы бір талаптарды, балаларыңыздың бір шаруасын орындауға, кейде бір үймен байланысты құжаттарды реттеуге күш саласыз. Үйіңізге бір маман адамды шақыратын жағдай болады, үйіңіздің бір шаруасын шешу үшін кейде. Өзіңіз сондай бір жан-жағыңызға, өзіңізге өте талапшыл күйде болуыңыз мүмкін аптаның соңында. Сондай талапшыл күймен кейде балаларыңыздың, жан-жарыңыздың, жолдасыңыздың, туғандарыңыздың, ата-анаңыздың жағдайымен санаспай, шектен тыс бір талаптарға сай бола қалмады деп ренжітуге өзіңізге жол беруіңіз мүмкін. Енді ондай жағдайда жан-жағыңыздың жағдайымен, шамасымен санасуға шақырады, мән беруге. Материалды жағдайына, бойындағы күшіне, қасиетіне сол мән беруге, шамасы келмей тұрғанда оны мәжбүрлемеуге,
өзіңізді де сондай шектен тыс бір талаптарыңызға сай бола қалмадым деп өзіңізді қинамауға шақырады. Үйіңізге қатысты бір қойған талаптарға келгенде кейде сондай бір шектен тыс өзіңізді де өзгені де қинамауға, кейде бір сол үйдің құжаттарын реттеуге көңіл бөлуіңіз мүмкін, үймен байланысты бір талаптарды шешуге. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында ашық болуға шақырады. Енді қалыпты жағдайдан ашығырақ болуға, жан-жағыңыздағы жандарға, жанашырлық қасиетіңізді, елмен оңай тіл табысатын қасиетіңізді арттыруға, дұрыс көзқарасыңызды, сондай достық көзқарасыңызды арттыруға, жан-жануарға да, балаларыңызға да, туғандарыңызға да, достарыңызға да, барлығына, қызметтестеріңізге де сондай бір достық, жанашырлық, сондай оң көзқарасыңызды арттыруға шақырады. Арттырып, қарап баға беруге, қабылдауға. Өзіңіздің бір өзгеге де сол кешірімді болуға, өзіңізге де кешірімді болуға шақырады. Өзіңізді бір кешіре алмай жүрген қателіктеріңіз болса, соны кешіруге, өзіңізді де қинай бермеуге, жан-жағыңызды да қинамауға, өзіңізге мүмкіндік беруге шақырады осы апта барысында. Және бір жаңа мақсат, жаңа жоба, жоспарларыңызды сол осыған дейін ұстап жүрген болсаңыз, кейінге шегеріп, соларды жүзеге асыруға жол беруге шақырады осы апта барысында. Мергендер апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Тау ешкі жұлдызындағы көрермендеріме маусым айының 23 мен 29 аралығына арнайы болжау. Әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға деген. Аптаға әсер беретін жағдай бір таң қалдыратын, жаңалық естейтін, таң қалдыратын бір өзгеріс, күтпеген бір жағдай орын алуы мүмкін. Кейде ауа райымен байланысты бір ауа райына қатысты енді шаруаларыңызға әсер ететін, сондай жұмыста жұмыс атқаратын, ісіңіз сондай ауа райына байланысты болса, үйіңіздегі бір жағдай, жер үйде тұратын Тау ешкі жұлдызындағы көрермендер болса, сол ауа райына қатысты бір ауа райындағы өзгеріске бола, жоспарларыңызды өзгертуіңіз мүмкін. Жоспарыңызға бір өзгерсеңіз еді. Көбінесе бір кейде енді таңғаларлық бір күтпеген жаңалық естейтін. Кейде енді үйіңізді сатуға жоспарлап отырған болсаңыз, аяқ асты үйіңіз өтетін жағдай болады кейде, күтпеген. Аяқ асты бір жоспарыңызға өзгерсеңізге тура келетін күтпеген жағдай. Немесе бір көзқарасыңыз өзгереді жағдайға, нақты бір жағдайға, өміріңізге, немесе бір нақты салаға, алған жаңалыққа бола, бір өзгеріске бола. Өзіңізді таң қалдыратын бір әңгіме естуіңіз мүмкін кейде. Кейде бір затыңыз уақытша істен шығып қалуы мүмкін. Біраз уақытқа. Аптаның басында жолға шығып барып бір үш проблеманы шешесіз. Бір хат хабар алатын, факс алатын, сәлемдеме алатын жағдай болады. Немесе сеніммен бір сынақтан өтетін жағдай болады. Алған сәлемдеме, алған хат хабарға бола, біраз енді көзқарасыңыз өзгеруі мүмкін. Бұрын байқамаған жағынан көретін. Кейде бір келген адамға бола, жолаушыға бола. Басқа жағынан көретін бір жағдайды. Қызмет орнынан бір адам келетін, кейде бір курьер келетін жағдай болады. Енді күтіп отырған болсаңыз. Аптаның ортасында балаларыңызбен байланысты бір шаруаға көңіл бөлесіз. Кейде бірнеше қалау пайда болады. Соның барлығын бір уақытта орындауға деген қызығушылық пайда болады. Бір той тойлайтын, кешкі уақытта қыдыратын жағдай болады кейде. Той тойлауға бір себеп пайда болады, қуануға. Кейде бір кішігірім арман, немесе қалауыңыз орындалады. Жүзеге асқанына қуанатын күйде боласыз. Өзіңізді қуандыратын бір жаңалық естисіз. Өзіңізге бір қызығушылық өмірге деген артуына, немесе бір
нақты шаруаға келгенде қызығушылығыңыз артуына себеп болатын жағдай болады. Немесе бір өте көңілді ер бала қыз баламен араласатын жағдай, таныстық болуы мүмкін. Немесе қонаққа келеді, енді туыстарыңыз, балаларыңыз, бауырларыңыз. Сондай кейде сәбимен байланысты жаңалық еститін, жүктілікпен байланысты, тоймен байланысты жаңалық бір шақыру алатын. Бір балаларыңыз сол жақын арада бір үйлену тойын жасауға қатысты таныстық болуы мүмкін. Немесе өзіңіз сондай жұбыңыздан сондай ата-анасымен таныстыруға ұсыныс алуыңыз мүмкін. Басы бос тәуекелдерінде. Егер сондай бір жұбыңыз бар болып, соны жоспарлап жүрген болсаңыз, өзіңізді көбінесе бір іштей қуандыратын, қуанышты хабар, хат хабар алатын жағдай болады. Кейде өзіңізге ұнайтын адаммен кездесуге шақыру алатын, сондай махаббат кездесулер. Немесе жаңа бір қызығушылық, жаңа махаббат пайда болады. Басы бос тәуекелдерінде. Енді өзіңіздің жұбыңызбен ерлі зайыпты тәуекелдерінде сол бірге қыдыратын мүмкіндік келуі мүмкін. Бір жерге қыдырып баруға ұсыныс алатын. Кейде үйдің маңайындағы бір жерге қыдырып шығатын, жай ғана бір өзіңізге сондай көңілдендіретін күйдегі, сондай күйді сыйлайтын көңілді бір кездесулер. Кейде бір қуанышты, сондай бір жас адаммен кездесу болады. Кейбір тәуекелдерінде бір көшіп қонуға тура келеді, орын айырбастауға. Немесе қыдырып жолға шығатын бір өзгерістер. Сіздің бір тұрақтанып қалған өміріңізге өзгеріс енгізетін. Бір аяқ асты өзгеріс енгізуге тура келетін жағдайлар болады кейде. Енді жалдамалы пәтерден көшу керек жағдай болады кейде. Егер сондай жалдамалы үйде тұрып жатқан тәуекел жұлдызындағы көрермендер болса, сол жоспарлап жүрген болсаңыз, бір армияға шақыру, әскери қызметке, немесе кейде енді жоспарда болса, сондай бір жабық орындарға бару керек болады, кейде бір туыстарыңызбен кездесу үшін. Сондай жерде бір туғандарыңыз бар болса егер. Кейде бір алыс көшіп қону керек болғанда бола, эмиграцияға қатысты. Балаларыңызбен байланысты шетелге шығатын жағдай болады. Соның оқуына қатысты. Көбінекей аптаның ортасында бір қиындықтарды қалдырасыз, бір уайымдарды қалдырасыз. Аптаның басында мазалаған бір шаруаны аптаның ортасында іштей жіберуге дайын боласыз. Артта қалдырып алдыға қарай қадамдауға. Егер аптаның басында бір мазалаған жағдай болса, алдыңғы апталардан келе жатқан мазалаған жағдайларды жіберіп, алдыға қарай жаңа мақсат, жаңа қызығушылықтарға қарай көңіл бөлуге дайын боласыз. Сондай мүмкіндік келеді, жағдайыңыз жақсаратын, қиындықтар азаятын. Аптаның соңында бір қорғаныс күй пайда болуы мүмкін. Кейде бір бәсекелестік, жұмыс орындағы бәсекелестік, табыс көзіндегі. Кейде біреуден бір сын естігеніңізге бола, өзіңіз біреуге сын айтатын, бір келіспеушіліктерді шешіп алуға деген, өзіңіздің бір пайдаңыз үшін, ертеңіңіз үшін, жағдайыңызды, бар жағдайыңызды, тұрақты өміріңізді, бір өмір салтыңызды, өзіңізге үйреншікті бір жағдайды ары қарай жалғастыруға мүмкіндік алу үшін біреумен пікірталас орын алуы мүмкін. Өзіңізді бір мазалаған шаруаны шешуге күш саласыз кейде. Сумен байланысты үйдегі бір жұмысты шешуге күш саласыз кейде. Жай ғана соны көрсетеді. Жоспарлап жүрген бір суға қатысты кейде бір кейінге шегеріп жүрген шаруаны аптаның соңында қолға алатыныңызды көрсетеді. Бір жағдайға деген өзіңіздің праваңызды, сол құқыңызды сондай ұстайтын, ұстанымда болуға сондай күш салатын күйде боласыз кейде. Қолдағы бір барды сақтап қалуға күш салатын. Енді қалай болса да сізді қолдайтын адамдар, сізге көмектесетін адамдар табыла кететін. Сіздің жағыңызда қаншама бір сізді қолдайтын жандар, өзіңізге беделі бар, маңызы бар адамдардың барлығы сіздің жағыңызда. Немесе жағдай сіздің жағыңызда болады. Кеңес аптаға деген, осы аптаға кеңес құжаттарды реттеуге, жөндеуге, көңіл бөлуге шақырады. Енді заң бойынша
жүруге қажет болса, енді сондай заң арқылы шешуге, сондай бір жағдай бар болса, соған қатысы бар кейбір тау ешкілерінде. Сондай бір өзіңіздің құқығыңызды пайдалануға, қорықпауға, қашпауға жоспарда болса әсіресе бір енді қалай өз елімізде өзіміздің құқығымызды білуге, соны пайдалануға, жасқанбауға, қорықпауға, соны еске салады жай ғана кеңес ретінде. Ол енді соған қатысы бар жағдайларыңыз болса, көбінесе бір жағдайға дұрыс баға беруге, шама келсе енді әділдікке қарай басымдылық беруге, сондай адамгершілікке басымдылық беруге шешім қабылдағанда шақырады кеңес. Тау ешкі жұлдызындағы көрермендерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Су құйғыш жұлдызындағы көрермендеріме маусым айының 23 мен 29 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Кейбір су құйғыштардың бір қолдарыңызға үлкен олжа келеді, кіріс. Бір пайдаға кенелетін, бір жағдайдың қайтарымы болатын, кейде бір қарыздарыңыз қайтатын. Осыған дейін бір салған күштеріңіздің нәтижесіне ие боласыз. Кейде жақсы бір мүмкіндіктер, бір арманыңызды орындауға деген мүмкіндіктер келеді қолыңызға. Бір арманыңызға, қалауыңызға қол жеткізуге деген бір жолы сәті келе қалатын жағдай болады. Кейде сыйлыққа ие боласыз. Бір жағдай өсіп өркендеуіне, өрбуіне мүмкіндік келеді. Енді бір әртүрлі салада, ол әркімде әртүрлі жағдайға қатысты. Ісіңізде, немесе табыс көзіндегі, жұмысыңыздағы бір бастамада, оқудағы бір бастамада, кейде бір тағдырдың сыйына ие боласыз, сыйлығына. Кейде бір жолыңыз бола кететін жағдай болады. Соны көрсетеді апта барысында бір. Немесе бір жағдайды білуге мүмкіндік келеді. Бір ойыңызды жүзеге асыруға, бір ойлағаныңызға қол жеткізуге, сол ақшаға қол жеткізуге, кейде байлыққа қол жеткізуге. Бірақ соның барлығы үлкею үшін, жоғарылау үшін, өсіп өну үшін күш салуды талап ететін жағдай болады. Аптаның басында бір мықты әйел адаммен кездесу болуы мүмкін. Өзіне сенімді әйел адам, кейде өзіңізге ұнамайтын бір әйел адаммен. Кейде табыс көзінде бір жақсылыққа, сәттілікке ие боласыз. Өзіңізге бір басында ұнамайтын, бірақ араласу барысында ұнайтын бір әйел адаммен таныстық, немесе араласу, кездесу болады. Сол адаммен араласуға тура келетін жағдай бір шаруаңызға болар себеппен. Бір жағдайдан өзіңізге биік деңгейде өтесіз, өзіңізге сенімді күймен, өзіңізге бір ұнамайтын жағдайдан жеңіспен өтетін. Кейде бір жағдайды бір жағына шығару керек, бір шешім қабылдау керек, бір қадам жасау керек болады. Іштей бір өсіп өнуге мүмкіндік келеді. Ол біліміңізді өсіру арқылы, өзіңіздің бір біліктілік деңгейіңізді жоғарылатуға қатысты арқылы, сондай мүмкіндіктер арқылы бір кітап оқу, курстарға қатысу, енді кейде жай ғана YouTube арқылы бір өзіңізге қажет видеолар көру арқылы бір сана сезім деңгейіңізді жоғарылатуға мүмкіндіктерге жол беретін сондай күйде боласыз. Бір көп емес болса да кішігірім сделка жасайтын жағдай болады, келісім. Бір зат сату, айырбастау, басқа бір келісім. Жаңа бір тәжірибе алатын өзіңізге құны бар бір сыйлыққа ие болатын, немесе жаңалыққа ие болатын. Жұмыспен байланысты бір жаңалыққа ие болатын, табыс көзімен байланысты жаңалыққа. Кейде бір сол жақсы кіріске, табысқа қатысты бір мүмкіндік келеді, сол жақсы бір өзіңізге ұнайтын табысқа қол жеткізуге. Бір алған бетінен қайтпайтын сондай ер баламен араласуға мүмкіндік, немесе таныстық, бірге сол адаммен бірге бір істі атқаруға мүмкіндік келеді. Ол өзіңіздің туысыңыз болуы да мүмкін. Жаңа жобаны
жоспарлайтын, бір жаңа жолды жоспарлайтын күйде боласыз кейде. Аптаның ортасында бір жағдайды кеңінен баға беріп түсінетін, кеңінен көретін күйде боласыз. Бір соңғы нәтижесіне келетін, нүкте қоятын, аяқтайтын, бір өткен жолыңызға қатысты қуанатын, кейде бір көзіңізге жас алатын күйде боласыз. Енді нақты бір шаруаға қатысты жолда. Осыған дейін бір сүріп келген өміріңізге қатысты, өмірдің бір нақты уақыт аралығына бола, соны ой елегінен өткізу арқылы бір көзіңізге жас алатын жағдай болады кейде. Кейде бір жаңа информацияны қабылдайтын, ой елегінен өткізетін, соны байқап бақылап көретін, тексеретін күйде боласыз. Бір ғаламтор арқылы информация жинайтын, ғаламтор арқылы көп адаммен араласатын, кейде шетелдік адамдармен араласатын, оқумен байланысты жолға шығатын, өзіңізге таныс емес бір жерлерге баратын, шетелге баратын, күнделікті бір өміріңізде орын алмайтын қызықты жағдайлар болады кейде. Сол интернет арқылы бір мәліметтер жинайтын, информация, көп адаммен араласатын, бір біліміңізбен алмасатын, қоғамдық орындарға баратын, бір кешкі уақытта концертке баратын жағдай болуы мүмкін кейде. Өзіңізді көрсететін, өзгені көретін мүмкіндіктер. Кейде бір жағдай аяқталғанына бола, соңына келіп жеткеніне бола. Шаруа, ісіңіз бір, қарым-қатынас бір, жұмыс. Соған бола өзгерістер енгізесіз пландарыңызға, жоспарларыңызға. Жаңаға қатысты енді бір істі аяқтап, жаңаға қарай көшкеніңізге бола, жаңаны бастауға қатысты бір жаңадан план құратын, жаңа қадамдар жасайтын. Аптаның соңында асығыстық болады бір. Асығыс жолға шығатын, асығыс үлгеру керек жағдайлар. Кейде өзіңізді бір қорғаныс күйде сезінетін, бір қызғаныш күй пайда болатын, немесе өзіңізге деген сол бір жұбыңыздың қызғанышына куә болатын күйде боласыз. Бір пікірталас орын алуы мүмкін кейде өзіңізге ұнамайтын. Бір өзіне сенімді, бір жағдайдың нәтижесіне көп мән бермейтін адаммен араласатын күйде боласыз кейде. Бір жағдайды талқылау керек, соны талап ететін бір күйге. Кейде бір ішкі уайымдарыңыз азаяды, жоғалады. Ішіңіздегі бір нақты шаруаға келгендегі бір уайымнан арыласыз, құтыласыз. Күйзеліс күйіңізден, нақты бір салаға қатысты өзіңізді мазалап жүрген. Қорықпай бір батыл қадамдарға баратын, өзіңізге жол беретін. Бір асығыс шешімдер қабылдайтын кейде. Бір жағдайды алдыға шығасыз кейде. Кейде бір қорғаныс күйіңізге бола, немесе асығыс күйіңізге бола. Біліміңізді арттыратын, тағы да сол. Елмен көп араласатын, жас ер бала, қыз баламен араласуға тура келетін жағдай, немесе бір жаңа жағдайға қатысты бір план құратын, жаңа бір қадамдар жасайтын. Көбінесе сол бір асығыс жағдай болады аптаның соңында. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында барлығын өз бетімен қоя беруге, жол бермеуге шақырады. Қандай, өте сондай бір босаңсымауға шақырады. Өзіңізді қолға алуға, жағдайды қолға алуға, барлығын тізгінде бақылауда ұстауға. Енді өзіңізге маңызы бар жағдайларға қатысты, салаларға қатысты келгенде. Бір енді сезімталдыққа, өзіңізге мүмкіндік беруге. Кейде романтикалық бір күйіңізге, өзіңізге жол беруге, мүмкіндік беруге. Егер сондай, енді ер соқиғыштарымда, егер сондай бір сезімтал, әйел адаммен таныстық, араласуға мүмкіндік келіп тұрса, жаңа қарым-қатынасқа жол салуға, басы бос соқиғыштарымда. Сол мүмкіндікті жібермеуге шақырады кеңес. Соқиғыштар апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Балықтар жұлдызындағы көрермендеріме маусым айының 23 мен 29 аралығына арнайы болжау.
аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Кеңес аптаға әсер беретін жағдай басшыларыңызбен кездесу болады, немесе өзіңізге бір беделі бар адаммен, өзіңіз сондай бір жұмысқа деген өте сенімді, өзіңізге өте сондай қолға алған іске күшпен кірісетін күйде боласыз, сенімді күймен, өте тапқыр күйде. Кейде жақсы бір идея келеді ойыңызға, жоспар, жоба, жүзеге асыруға деген жаңа бір жоба келуі мүмкін, жаңа мүмкіндіктер. Кейде жауапкершілік, мойныңызға жауапкершілік алатын, алған жауапкершілікпен байланысты іске күш салатын, жағдайды бір жағына шығаратын, бір қадамға қарай, ойдан, сөзден іске қарай көшетін күйде боласыз. Таңдау жасауды талап еткен жерде сол бір жағына шығатын, екі ойлы болған күйде бір жағына шығатын, өзіңізге сенімді күймен сондай қадам жасайтын күйде боласыз. Немесе бір ер адамның қолдауына ие боласыз. Кейде сондай бір өзіне сенімді ер адаммен таныстық болады, жаңа дос пайда болуы мүмкін, немесе енді басы бос балықтарымда, нәзік жандарымда сондай бір ер адаммен таныстық болады. Аптаның басында күту керек болады, күш салып, ақша шығарып, шығын шығарып, немесе уақыт жұмсап күтуге тура келген жағдайда біраз қобалжу мазалайды, сенімсіздік мазалауы мүмкін, өзіңізге деген, сол жағдайға деген, сол қалай болар екен деген, күтумен байланысты шаруада бір не болар екен деген, сол жағдайды өзіңіз бір әсірелеп қабылдағаныңызға бола. Шынайы жағдайға қатысы жоқ, сіздің сол өзіңіздің бір көңіл күйіңізге бола, ішкі қорқыныштарыңызға, өзіңізге қойған бір психологиялық блоктарыңызға бола, шектеулерге бола. Кейде бір күту керек болған жағдайға бола, өзіңіз қаламаған қадамдар жасайтын, өзіңізді бір қаламаған таңдаулар жасауға өзіңізді мәжбүрлейтін күйде боласыз. Басқа адамның пайдасына бола, басқалардың бір қалауына бола. Енді балаларыңыздың, ата-анаңыздың, үй ішіңіздің бір пайдасы үшін өзіңіздің бір қалауыңыздан бас тарта тұратын жағдай болады кейде. Аптаның ортасында бір ойлағаныңызды жүзеге асырасыз. Жүзеге асыруға қадамдар жасайсыз, көшесіз сол жүзеге асыруға қарай. Кейде бір өз қолға алған ісіңізде өте сондай тәуелсіз күйде боласыз. Өзіңіз ойланып, өзіңіз шешетін, басқалардың енді жағдайына, көңіліне қарамай, өзіңіздің қалауыңызбен жүруге мүмкіндік келеді, қадамдауға, шешім қабылдауға. Кейде бір жаңа кезең басталады. Жаңа іс көзінде, жаңа салада. Өзіңіздің бір тәжірибеңізді, біліктілігіңізді, бір профессионалдық қасиетіңізді арттыруға, шыңдауға мүмкіндік келеді. Өзіңіздің деңгейіңізді жоғарылатуға, өзіңіздің танымалдығыңызды арттыруға, танымалдылығыңызды, өзіңіздің беделіңізді арттыруға, өзіңіздің ертеңіңізге қарай бір кірпіш қалауға, сондай жол салуға мүмкіндік келеді. Бір жаңа білім алатын, бір өзіңізге пайдасы бар мәліметтер алатын, кейде бір енді сәбилі болумен байланысты жағдайды күтіп отырған балықтарым болса, туғандарыңызға қатысты, сол ұл бала дүниеге келгеніне қатысты жаңалық естуіңіз мүмкін кейде, басқа бір адамдарға қатысты, немесе өзіңіз егер білмей отырған болсаңыз кейде. Жаңа бір таныстық орын алады кейде. Телефон арқылы көп адамдармен бір табыс көзіндегі жағдайларды талқылайтын, табыс көзін жақсарту үшін көп бір телефон арқылы сөйлесетін күйде боласыз. Жаңа таныстықтар орнататын. Сіздің өміріңізге қатысты бір жаңаға қатысты жаңалық естисіз. Өміріңізге қатысы бар. Кейде бір жаңа қызмет орнына, жаңа лауазымға ие боласыз, ұсыныс аласыз. Енді кедергілер болатын, бірақ сіз енді сол алдыға қойған мақсат, жоба жоспар, талаптарымен соларды шешуге, соны сай екеніңізді, қолыңыздан келетінін көрсетуге, дәлелдеуге, өзіңіздің алдыңызда да, енді сізден соны сынап, бақылап күтіп отырған адамдардың алдында да дәлелдеуге мүмкіндік келеді, кейде ұсыныс келеді.
кейде бір университетке оқуға тапсырғаныңызға қатысты жағдай болады. Кейде енді жоспарда болған болса қоныс аудару, новоселье, сондай қоныс тойын тойлайтын жағдай болады. Жаңаға айланатын, жаңа іске айланатын. Кейде бір жаңа орта пайда болуы мүмкін. Бір өзгерістер болады аптаның ортасында. Кейде бір ер адам қонаққа келетін үйіңізге, немесе жолға шығатын жағдай болады. Өзгерістерге бола. Бір жағдайды ойнап күліп жүріп шешетін, оңай шешетін, өте тапқыр күйде боласыз. Кезеңді аяқтап, жаңа бастамаға жол салатын. Кейде бір алысқа қыдырып жолға шығатын. Бір өзіне маман адам келуі мүмкін. Бір өзіне маман адаммен арада өзгеріс болады кейде. Туысыңызбен арада қарым-қатынаста өзгеріс болады кейде. Көбінесе ер адаммен. Енді туыс емес, ер адаммен де болуы мүмкін. Арадағы бір қарым-қатынаста өзгеріс. Күтпеген бір сол жағдай болады. Көбінесе өзіңізге ұнайтын. Сондай қыдырып жолға шығатын, сәттілік болатын. Тағдырыңызда бір сондай өзгерістер. Кейбір балықтарым егер жоспарлаған болсаңыз, көлік жүргізуді үйренуді бастайтын. Сондай бір маман адамның көмегіне жүгінуіңіз мүмкін. Көлік сатып алатын жағдай. Немесе енді жоспарда болса. Кейде бір сәттілік жолыңыз болатын, жеңіске ие болатын жағдай болады. Күтпеген жерден бір таныстық болады кейде. Өзіңізге ұнайтын адаммен. Ол енді дос болатын, жан-жар болатын, жолдас болатын, әркімде әртүрлі. Бір ісіңізде сізге көмегі болатын адам болуы мүмкін. Бір күтпеген жерден жұмыс сізге бұйыратын, жаңа, өзіңізге ұнайтын. Немесе бір тосын сый күтпеген. Қуантатын жаңалық, әркімде әртүрлі. Аптаның соңында бір тоқтап тұрған істе, күтуге тура келген істе, шарасыз күйде, көзқарасыңыз өзгереді. Бір сол жағдайдан шығар жол таба алмай отырған бір шарасыз күйде, күтуден басқа амал жоқ күйден. Көзқарасыңызды өзгертесіз сол жағдайға. Шаршаған күйіңізбен байланысты бір кейде бір жаман зиян әдеттеріңізбен байланысты. Немесе бір құрбандық шалу керек болған жағдайда. Енді қалай? Өзіңіздің қалауыңыз бен қажеттің арасынан таңдау жасау керек болған жағдайда жолыңыз болады. Сәттілік болады. Бір қуантатын жағдай болады. Немесе анық көресіз жағдайды. Не істеу керек екенін. Сол сізге ойыңызға келетін, немесе біреулер арқылы сол жол келетін. Бәрі сәтімен шешіліп кететін сондай бір жағдай болады. Егер аптаның басында бір күтуге бола қобалжу, сенімсіздік, уайым мазаласа, аптаның соңында сол жағдайда сәттілік болады. Күтіп отырған затыңыз келетін, хатқа бара алатын, сол жағдай сәтімен шешілгенін білетін, қуантатын күйде боласыз, қуанатын. Кейбіреулеріңізде бір мейрамдайтын, той тойлайтын себеп пайда болады аптаның соңында. Бір арманыңыз орындалғанына бола қатты қуанатын күйде боласыз аптаның соңында. Қалай болғанда бір шығар жол жоқ, шарасыз күйге қатысты жолыңыз болады аптаның соңында. Күтуден басқа амал жоқ, шарасыз күйге қатысты кейде. Сіз ешқандай әсер ете алмайтын бір жағдайдың барысына қатысты сәттілік болады. Қатты қуанатын бір жағдай. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында енді ерініп бір кейінге шегеріп жүрген, қолайлы уақытты күтіп кейінге шегерумен жүрген шаруаларға көңіл бөлуге шақырады. Бір сіздің ептілігіңізді, көп күш салуыңызды, көп уақыт жұмсауыңызды бір талап ететін сондай бір кішігірім шаруа болса да, сондай бір көп ептілікпен атқаруды талап ететін жұмыстарыңыз болса, сіз сол ерініп жүрген қолға алуға. Соларды осы апта барысында қолға алуға шақырады. Уайымға салынғанша, бір өзіңізді қобалжуға салғанша аптаның басында, мысалы, өзіңізді босқа қобалжытпай, сол уақытты өзіңізге пайдалы істерге жұмсауға шақырады. Бір уақыт таба алмай жүрген істеріңізді шешуге. Бір сол кейінге қалдырып жүрген істерді кейінге шегере бергенді қоюға шақырады. Тапсырыстарды. Балықтарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.